жаңа видео көрдім да енді. Кім Жарқын ұстаздың құрметті подкаст түсіретін жандар, подкасттарыңызға әр саланың өзінің мамандарын шақырып түсіріңдерші деп жан айқайын айтып жатыр да енді қазір. Ликулли мақамин мақал ва ликулли мақалин риджал деген сөз бар. Әрбір жерде өз айтылатын сөз бар, және де сол сөзді айтатын өзінің иесі бар. Яғни сол ұстаздардың жан айқайы, айналайындар. Оны бізге дейін де қанша адам айтып жатыр. Психологсың ба, психологияң туралы айт, айналайын, керек емес саған дін туралы. Отбасы туралы айтпай ақ қой, сен өзің ажырасып кеткен адамсың. Отбасы туралы айтпай ақ, отбасының бақыты, әйел бақыты, бірдеңе айтпай ақ қой сен. Сол шынымен де әдейі инстаграмға шығып, мен мына жерде тұрамын деп көрсетіп қойғым келіп отыр. Жезқазғанда 5 этаж домның 4-ші этажында тұрамын. Сен видео айтсаң, маған мынадай үйді атап ет, бірақ бермей қойды. Өзің айтқандай қазақтың тіріде сөзден аманы жоқ, өлгеннен кейін жаман жоқ деген әңгіме ғой. Менің сөзім емес, Абай атамның сөзі дейді ғой. Айтқандай, өзің айтқандай. Дәл сондай ғой, Жасик. Біз ешкімді мәжбүрлеп тура жолға әкеле алмаймыз. Сен 1000 жерден дәлел әкеп бере бер, Алла жауып қойған жүректерді аша алмайсың сен бәрібір. Сосын мынандай пікір бар да, дін бізде, яғни біздің дініміз ескілік. Біз дінді үйрену арқылы біз ешқашан дамымаймыз. Білмеймін енді бұл қайдан келген пікір. Осы әңгімені айтып отқан адамдар ғой, Жасик. Баласы Малайзияда оқып жатыр ше. IT оқып жатыр да. Малайзия ислам мемлекеті ғой, мұсылман мемлекеті ғой. Соны айтамын да енді. Катарда оқып жатыр біреудің баласы, Абу-Дабиде оқып жатыр. Мысалға қазіргі керек, елге керек мамандықтарды оқыңдар деп. Далбаса әңгіме ғой, жаңағы әңгіме ғой. Енді оны қайтадан қайтара алмайды. Есігі ашылып кетті. Арсыздықтың есігі ашылып демек сынып қалды деп айтасың болды. Бір сындырып алдың ба арсыздықтың есігі, оны қайтадан жаба алмайсың болды. Сосын подкастты қиюға болмайды. Мына жерде айтылып отқан дүниелерді подкастты қиып алып ертең былай салып жіберіп, болмаса толық көріңіздер деп бұл жерде ескертіп қояйыншы. Сондай нәрсені айтып, ана жерде махаббат қылғанда лава онлек деп қойып жаңа мен махаббат іске бір өлеңді қос. Жай қыз болады, мен болды, әйтеуір қыздарым бар, жәннатқа кіре беремін деген әңгіме емес. Бұл жерде сол қыздарыңа абыройлы, инабатты, иманды тәрбие бере алу керексің сен. Жаныңда жүрген бауырың, өзің бір 570-пен жүрсің да, мысалы былайша келгенде, жаныңда жүрген бауырың нексемен жүр, 14-пен жүр. Біз білмейміз ғой, кімнің Алламен қарым-қатынасы қандай, кім не жұмсап жатыр Алла жолында. Ана туысқанына дұрысты көмектесе алмай жатыр ма? Туысқанның өзінде болуы мүмкін проблема. Бір адамдарға мынандай бүйтіп, Нұреке қараңыз, бүйтіп итеріп жіберсең, ары қарай қайтадан жүріп кете береді да. Бір құлақ қалады, бүйтіп сәл бүйтіп тұрғызып жібересің да. Өрлерде итерсең де жүрмейді. Сол, міне көрдің ба? Сол ғой. Итерсең де жүрмейтін адамдар кейін сосын әңгіме айтады да. Түсінгенім, шешімі ашық, анық сөйлесу керек. Бисмилля, ассалаумағалейкум, қадірменді құрметті көрермен, әдеттегідей өздеріңізбен бірге жұма подкаст. Қонақтар таныстырудың қажет жоқ сияқты меніңше ше, осындай деп. Мен де бәрін жалпы таниды ғой енді. Жалпы жаңа видео көрдім да енді. Кім Жарқын ұстаздың құрметті подкаст түсіретін жандар, подкасттарыңызға әр саланың өзінің мамандарын шақырып түсіріңдерші деп жан айқайын айтып жатыр да енді қазір. Кім көрінген дін жайлы сөйлеп кетті ғой. Сондықтан енді сол кісінің бір жағынан айтқан сөзін ескеріп сіздерді шақырып отырмыз осы жерге. Өзіміздің ата дініміз ислам дінінен мамандар деп, жалпы ұстаздар деп қош келдіңіздер. Енді маған ондай болса ислам тарихынан қой сұрақ. Жалпы мынандай болып отыр енді мына жерде екеуі де досым енді. Мен Нұрсұлтан деп бірінші рет айтып отқан шығар, мен Нұрсұлтанды басқаша атаймын, мен енді өзінің үйіндегілер қалай атайды, солай атаймын негізі. Сондықтан енді Нұрсұлтан деп айта берейін, енді көрерменнің көзінше ол әдепсіздік болады деп есептеймін. Енді Елдос ұстаз екеуастан енді ұстаз деп құрметтейміз, сыйлаймыз, бірақ дегенмен достығымыз әлбетте бар. Сондықтан кейбір моменттерде мен сіз емес сен деп қалып жатсам, комментарияда жеп қоймаңыздар. Ашып алдым ба? Болды. Жалпы қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көргенімізге қатты қуаныштымыз. Осы күнді нәсіп еткен Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Енді подкаст ретінде жасайық, сұхбат ретінде емес, подкаст ретінде жалпы тақырыптарды қозғап, сол тақырыптан тақырып шығып, сөйтіп дамыта берейік, өрбіте берейік, әңгіме барсын. Енді жаңа мамандар дегеннен басталады ғой. Осы нәрсе негізі бар да қоғамда.
медресе оқып жатқан балдарға өткенде Ерсін ұстаз да айтып жатыр, медреседе оқып жатқан балдар мен имаммын деп айтуға ұялмаңдар деген секілді. Сіз секілді мамандардың оқып жатқанын, олар қоғамға не үшін керек екенін қалың көрермен түсінбей жатады. Енді дін ұстанатыны болсын, дін ұстанбайтыны болсын да, енді дін ұстанатындар екеуі түсінеді ғой. Соларға да бір ашып талқылап кетсек та, мен мысалға түсінетін болсам, былай, біздер демократиялық елде өмір сүріп жатырмыз ғой енді. Біздің көпшілігіміз ислам дінін ұстанамыз. Енді ол дінді бізге дұрыс ұстану керек, дұрыс білу керек. Ол дінді жамылатын кейбір жат ағымдар немесе топтар, ол мемлекет болғаннан кейін, сол топтардан, сол жаңағы ағымдардан ақ қарасын ажыратып, сондай бір кемшіліктерін, қателіктерін, яғни ол нәрсені пайдалана отырып, идеологиялық тұрғыдан басқа жаққа қарай халықтың несін бұрып жіберуі мүмкін. Ол жат ағым деген, енді жат деп сөзден шығып тұр ғой. Ол сол секілді сіздердің осы жерде елде осындай шығуларыңыз, танылуларыңыз сол нәрселердің ақ қарасын ажыратып беру, және енді екібастан намазда, жаңағы құлшылықта болу керек, білу керек нәрселерді үйрететін себепті қоғамда барсыздар. Сіздер қалай толықтырар едіңіздер? Мен ойым жетті салдым ба? Ұзақ жетті әйтеуір. Аралдан келді ғой. Арал жақтан келді. Аралдан через Ақтөбе. Түсінікті болсын деп жатырмын енді. Дұрыс. Алла разы болсын. Жалпы мынандай бір бауырымның айтқан бір оқиғасы бар еді. Бір оқып келген жігіт қой, оқып келген, 10 жылдан аса оқыған. Сөйтіп бір күні мені бір дастарханға шақырды дейді. Сөйтіп дастарханға шақырған уақытында ұстаз, уағыз айтыңыз деп айтты дейді маған. Мен жоқ деп қайта жоқ деп айта бердім дейді. Сосын сол дастарханда отырған біреу, сен айтпасаң мен айтамын деді да жіберді деді бір кезде. Ана кісінің сөзін тыңдап отырмын. Енді тыңдап отырсам, мына жерден бір қате айтады, мына жерден бір қате айтады, мына жерден бір қате айтады. Сол кезде бір өкініп, қабат деген ай дедім да, мына бір сөз есіме түсіп кетті дейді жаңағы. Ликулли мақамин мақал, ва ликулли мақалин риджал деген сөз бар. Әрбір жерде өз айтылатын сөз бар, және де сол сөзді айтатын өзінің иесі бар дейді. Яғни сен сөйлейтін жерде, яғни сен шариғатты оқып келіп тұрсың ғой, шариғаттың маманы болып тұрсың ғой. Яғни өзің сөйлейтін жерде өзгені сөйлетпе, өзің сөйле. Өйткені сен соны оқыдың. Құдай сені сол нәрсені сізге білдіртті ма, сен айту керексің. Айтпесе, сен айтпасаң, өзге басқа біреулер қателікпен, білімсіздікпен, білмеушіліктермен қате пікірлерді, жансақ нәрселерді таратады деген дейді. Қалыптастырып жіберуі мүмкін. Содан кейін дейді, түсіндім дейді. Көрдіңіз бе? Дағуаттың алаңы ешқашан бос болып қалмайды. Сіз сөйлемедіңіз бе, өзге сөйлейтін біреу міндетті табылады. Ұстаз болып сен подкаст түсірмедің бе, басқа біреулер подкаст түсіретіндер табылады. Сен ұстаз болып кітап жазып жарытпасаң, ренжіме, уайымдама, басқа біреулерде кітап сатып, күшті уағыздарды тыңдап алып, соларды курс қылып, ел жұртқа әкеле береді. Машалла. Сіздің алып қосарыңыз. Деймін да енді. Дұрыс айтады. Оқығаннан кейін сөйлеу керек деп жатқаным ғой. Уағыздамасаң уағызды аласың деген қағида бар. Сол сияқты жаңағыдай уағыз алаңы, дағуат алаңы ешқашан босап қалмайды. Сен сөйлемесең сөйлейді өзгелер. Сондықтан маман сөйлеу керек. Әр нәрсені шымшық сойса да қасап сойсын. Пайғамбар Алла тағала пендесін жақсы көреді дейді. Қандай деген кезде өз ісінің маманы болған дейді. Соны кемеліне жеткізген дейді. Шынымен енді қазіргі уақытта дін актуальный болып тұрған шығар. Сол үшін бәрі адамдар ұрынып жатыр ғой, танымал болам деп. Дінді айтса танымал болады, молданы жамандаса танымал болады, имамды жамандаса танымал болады, дінді жамандаса танымал. Әйтеуір діннен бірдеңені тауып алып танымал болғысы келіп жатқан шығар. Бірақ ол жаңағыдай баяғы анау Зәмзәмға дәрет сындыратын кісінің оқиғасы сияқты ғой. Атын қарамен қалады бәрібір тарихта. Сондықтан да білмей, не дейді, Алла тағала аятта да, пайғамбарымыз хадисте де айтады ғой. Не дейді, сөйлесең жақсы сөз сөйле, болмаса
үндемей ақ қой дейді. Сол үндемей ақ қойғаның жақсырақ болады дейді. Елдің бәрі шапты екен деп шаба беруге болмайды да. Иә. Сол Оны үшін- мен Нұрсұлтан ұстаз оны не үшін айтып отырмын да, негізінде Құдай көріп тұр ғой, енді мен сізді де білемін, біраз ұстаздармен де сөйлесіп сырласамыз ғой. Негізі біз ақыл айтуға әуес емеспіз. Яғни біреуге ақыл айтқымыз кеп, біреуге бір жаңағындай жол сілтеп, ондайға да негізі әуес ондай емеспіз қатты да. құштар емеспіз Иә, дейсің. ондайға құштар емеспіз. Біреуге ақыл айтып отқан кезде ұяласың, мен өзі соған дәрежем жетіп тұрма деп. Бірақ сен оқып келген нәрсеңнен анық біреу қате жіберіп жатқанын көрген кезде мәжбүрлі түрде ана іштегі сенің жан айқайың жан айқайың бүйтіп сөйлетеді да, қойсайшы деп, жаңағындай айтпасайшы деп, ол еріксіз шығады да. Айтпегенде біреуге шыны керек, Аллах көріп тұр ғой, ақыл айтуға әуес емеспіз. Тіпті имамдылықта да мен айтамын әрдайым айтамын, егер де білімді бір азамат келіп мен имам боламын, мінберді босатшы десе, альхамдулилля, мен қуанам. Сондай білімді азамат келсе, келші айналайын, мешітте имам болшы айналайын, саған осы шапанды кигізіп, басыңа сәлдеңді кигізіп, жанында қызмет етіп жүретін мен болайын. Иә. Егер де тек сен сөйлеймін десең болды да. Сол ғой біздікі жалпы. Енді мынадай нәрсе- Сондықтан оқытып жатырмыз дейсіз ғой, Иә. жан айқай дейді ғой. Енді жаңағы кімнің де жарқын ұстаздың да айтып жатқаны, енді астында да әртүрлі нәрсені айтып жатқан шығар, ғайбаттама, біреуді бірдеңе қылма деп. Ол нәрсе біріншіден ғайбатқа жатпайды. Адасушы топтың немесе адастырушы адамның оның адастыру жайында айтуы, керісінше имам Абулайс Самарқандиді айтпасам болмайды. Машалла, Алла разы болсын ол кісіге. Рахматулла алей. Ол кісі айтады, егер де ондай адамдардың айыбын ашып адамдарға айтпайтын болсаңдар дейді да, жаңа ол күнә дейді, керісінше. Ол ғайбатқа жатпайды, ол сауапқа жатады дейді. Адасушы нәрсенің адасушылығын айтпай көз жұму ол күнә дейді да. Көрдіңіз бе? Сол үшін жаңа жан айқайдан шығып кетіп жатқан нәрсе, бұл неге жан айқайдан шығып жатыр? Мысалға, менде де шығады ол нәрсе. Кейде кейбір нәрселер сол ислам тарихынан дұрыс емес өтірік әңгімелерді айтып жатқан кезде, менде де айтамын, сен маман болмасаң неге айтып жатсың оны? Неге енді осы жерде сұрақ туылады? Иә? Жарқын ұстаздың шырылдап жатқаны, басқа муфтияттың шырылдап жатқаны, діннің атынан сөйлемеңдер, жалған сөйлем. Мынадай нәрсе бар. Әрбір мұсылманның пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдында ақылары бар. 11 ақысы бар екен. Әрбір мұсылманның, әрқайсымыздың жеке-жеке 11 ақымыз бар. Сол 11 ақының ішінде бір ақысы бар. 11-ін бәрін айтып тастамаймын, мен өйткені қызық болмаған. Бір ақысы бар, ол пайғамбарға жәрдемдесу деп аталады. Машалла. Тағы бір ақысы бар, оның атынан жалған сөйлемеу деген. Қалған 9-ын кейін подробный басып өздеріңіз. Машалла. Осы жерде жан айқай осыдан шығып жатыр ғой. Сенің ол дінді қорғауың, пайғамбардың сөзін қорғауың, Алладан келген Құранды қорғауың, бұл пайғамбардың алдында біздің ақымыздың өтеліп жатқандығының көрінісі. Ал біздің сол пайғамбарды қорғауымыз кімге жетіп жатыр? Пайғамбарымызға жетіп жатыр саллаллаху алейхи ва саллям. Сендердің істерің маған мен кеткеннен кейін келтіріледі дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи ва саллям. Егер де ол нәрсе жақсы болса, мен Раббыма мақтап айтып жатамын дейді жатқан жерімде. Ал егер де сендер туралы дұрыс емес әңгіме келсе маған, онда мен жатқан жерімде сендер үшін кешірім сұрап жатамын дейді. Ол өмірден өтіп кетсе де біз үшін кешірім сұрап жатады да, субханалла. Міне сол ұстаздардың жан айқайы, айналайындар, оны бізге дейін де қанша адам айтып жатады, психологсың ба, психологияң туралы айт, айналайын, керек емес саған дін туралы. Отбасы туралы айтпай ақ қой, сен өзің ажырасып кеткен адамсың. Отбасы туралы айтпай ақ, отбасының бақыты, әйел бақыты, бірдеңе айтпай ақ қой сен. Керек емес ондай нәрселер. Әр нәрсенің өзінің маманы. Бауырымыз сияқты аяқ киім киісіп жүр ғой, сол аяқ киім жайлы айту керек та, молодец, аяқ киім айтып жатыр. Сол сияқты жаңағы тағы бір ақымыз, ол пайғамбардың атынан жалған сөйлемеу. Саллаллаху алейхи ва саллям жіберіп жатыр, пайғамбардың хадис деп қояды. Ол хадис емес ол. Ол айтып отқан адам вообще басқа саланың адамы. Бірақ пайғамбарымыздың хадис деп айтып отыр да. Сол үшін шығып жатыр мына жақтан. Оның шығуы дұрыс, дінді қорғап шығып жатыр да. Міне жан айқай, пайғамбардың алдындағы ақысын орындап жатыр мұсылмандар. Шамалар келгенше де. Енді жаңағы сол енді кеше анау Астанада да Ерболат ұстазымыздың үйі деп көрсеткен видеосы бар, артынан одан кешірім сұрады. Жалпы енді осы адамдар бар ғой қоғамда дін ұстанбайтын ше, жамандайды, білмеймін, жаңа сіз айтпақшы құмар ғой бәрі. нет, субханалла,
молданы жамандаса танымал болатын болды ғой шынымен ше кәдімгі ақиқат енді оған қаншалықты біз мән мен тек беруіміз шын керек нәрсе айтамын просто тыңдамайды ешкім ше. мен сол анау видеодан кейін сол шынымен де әдейі инстаграмға шығып мен мына жерде тұрамын деп көрсетіп қойғым келіп отыр. Жезқазғанда 5 этаж домның 4-ші этажында Сен тұрамын. видео айтсаң маған мынадай үйді атап ет бірақ бермей қойды деп. Осы жерде айтайық та бермеген нәрселерді. Айтайын ба? Маған бермей қалған жылқылар бәрін айтайық. Иә. жан айқай ма ол да Ол да жан айқай ма? Бере алмайсың ба айтпа сен ана жерде. білемін, Интернетте ол- беріп жатады, беріп ол- жатады. мен бірақ ешқайсысы білемін, ол қолымызға кісілерді. тимейді десе. В жалпы общем былай Жасик бір нәрсе айтайын. Сөзің аузыңда. Алла тағала Құранда айтады аятта. Егер сендерге пасық біреу бір хабар алып келсе, фатабайяну әуел анықтап алыңдар дейді. Ана жерде бәрі көрдіңдер ма? Имамның үйі астына жазып жатыр пыталады. Бәрі күнәһар болды ғой, бәрі полный. Жазушы, айтушы, таратушы бәрі күнәһар болды. Иә. енді соған Енді қараса аяттың ар жағында не дейді? Сол нәрсе сендер ертең өзің өкініп қаласың дейді сол нәрсеге Алла тағала. Ана кісі өкінді ма? Өкінді. 700 мың теңге деген сенің бала шағаңның аузынан жырып алып тұрып беретін нәрсең ғой. 700 мың теңге деген. 7 айға жетеді мысалы 100 мың теңгеден айлық бар ғой мысалы. Ойбай, оны деген бір жылға жеткізетін адамдар бар ғой, отбасылар бар ғой. Көрдің ба? Міне не болды ал? Өздерің өкініп қаласыңдар деді. Пасық хабарға келген кезде біліп алыңдар, әуелі анықтап алың. Аятта барлығы тұр ғой, бірақ жарықтық бәрі Мойындамаймыз ба? Мойындамаймыз ба? мойындамайды. Осы жерде бір мынандай бір лайфхак айтайын. Жасикке сөйлетіп кеттік қой біз. Машалла, мен жоқ риза болып отырмын. Көрермендер де айтып қалады, неге сен сөйлей бересің, жаңағы ұстаздарға сөз берсейші деп. Бұл жерде Мен мынандай бір сәл лайфхак бар. сәл түртіп алған тақырыптар бар ғой, соларды тастап отыруым керек қой енді арасына. Сосын қыстырып отыруым керек. Соған ұштасып тұр да, айта беріңіз. Бұл жерде жаңағындай пайғамбардың атынан жалған сөйлемеу деген бар ғой. Мен енді көп жамағаттың арасында жүргеннен кейін шынымен көп байқап қаламын. Кейбір сахабалардың сөздерін, табиғиндердің сөздерін, кейбір ғалымдардың сөздерін пайғамбар айтты деп кете береді да. Енді шыны керек. Тіпті жақында бір отырысып отқан кезде бір кісі тұрды да, пайғамбардың өзі айтқан жоқ па 70 өзір іздесін деп. Иә ұстаз дейді. Мен тұрдым да, жоқ ей, ол дедім да, Мұхаммад ибн Сирин деген кісінің сөзі, ол Абдулла ибн Аббастың шәкірті, ол сахабаның шәкірті, табиғин болған кісі. Сол кісінің сөзі бар, жаңағындай, иә, бауырың қателесіп кетсе 70 өзір ізде, егер басыңа келмесе ешқандай өзір, онда мен білмейтін бір өзірі бар шығар деп өзіңе сондай нәрсе айт деген сол кісінің сөзі. Ол пайғамбардың сөзі деп айтпаңыз дедім да. Осы кезде Сансызбай ұстаздың бір күшті бір лайфхагы бар да. Ол Алла разы болсын. Ол кісі айтады да, егер де бірдеңкені айтатын кезде ол пайғамбардың сөзі ме, сөзі емес пе, нақты білмесеңіз дейді, нақты білмей тұрсаң, онда шариғатымызда бар деп сөйлей бер дейді да. Пайғамбар айтқан деп айтсаң, бірақ пайғамбар айтпаған нәрсені айтып қойсаң, жалған айтып қойған боласың. Орның Құдай сақтасын, иә. Пайғамбар өзі айтты, менің атымнан жалған айтпаңдар деді. Әйтпесе баратын жерлер, сөзші сахабалардың заманы сол үшін мақталды ғой. Ешқайсы пайғамбарымыздың атынан ешқашанда жалған сөйлеп көрмеген екен да, мысалға да. Сол үшін ас-сахабату куллухум удул, сахабалардың барлығынан қандай да бір хадис алына береді екен да. А кейінгі келетін ұрпақ тексеріледі. Сол үшін қараңызшы, білмей отырсың, мә пайғамбар мені Құрандағы аят па еді, яғни сахаба ғалым ба еді, шариғатымызда бар деп сөйлей берсең, күшті құтылып кетесің дейді да. Бұл тамаша лайфхак негізінде. Сансызбай ұстаздың енді сөзі, Сансызбай ұстаздың лайфхагы, менің лайфхагым емес, жаңағындай сөзді өз есіне қайтарып отырмын. Сілтеме беріп қойыңыз. Осы лайфхакты пайдаланатын бір асаба жігіт бар. Сіздер оны танисыздар деп айтып отқанмын ғой. Жалпы жаңағы айттыңыз ғой енді, дін ұстанбайтындар осы жамандап әлек қой енді. Біз оларға қаншалықты күресуіміз керек, кейде күресіп кетіп жатамыз да. Соған арнайы видео түсіріп кетіп жатамыз. Жалпы қаншалықты ол кісілерге біз жаңағыдай жамандайтын, негатив жазатын, негатив түсіретін кісілерге қаншалықты мән беруіміз керек? Әлде мән бермеуіміз керек пе? Жалпы бұл мәселеде бүйтіп сөз сөйлесек болады. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінен бастап дінімізге тіл тигізіп жүрген адамдар бар. Пайғамбарымыздың өзіне тіл тигізіп жүрген адамдар бар. Тіпті мынандай бір құдси хадисте, құдси дегенде енді шариғатымызда бар. Өзім соған лекіп қалып отырмын ба? Жоқ, құдси хадисте бар бұндай, бірақ басқа бір мәтінде Мұса пайғамбардың несі деп келеді. Жаңағындай Мұса пайғамбар бір күні Алла тағалаға айтты дейді. Я Аллахым,
жұрттар менің атымнан жаман сөз сөйлеп жүр, мені жамандап жүр, менде жоқ сипаттарды маған тиесілі етіп жүр. Я Аллахым, осы нәрселердің барлығын мені пәк қылшы сол нәрселерден дейді. Маған ұнамайды дейді, сол сөздер менің артымнан еріп жатқан дейді. Сол кезде Алла тағала айтты дейді, ей Мұса, сен қазір менен сондай нәрсе сұрап жатсың, мен ол нәрседен ада болмай қалдым ғой. Өйткені адамдар маған да мені екеу деп, үшеу деп, менің балам бар деп, маған да тіл тигізіп жатыр ғой дейді. Сол үшін де бұлар маған тіл тигізіп жатыр дейді, саған тіл тигізуі дейді, ол қалып шықты дейді. Сол үшін сен қазір мүмкін емес болған нәрсе сұрап жатсың. Яғни адамдар менің артымнан сөйлемей ақ қойсыншы деген нәрсе жоқ. Адамдар әрдайым сенің артыңнан сөз сөйлейді, яғни солай болады. Сол үшін де дініміздің артынан әрдайым сөз сөйлейтіндер болады, әрдайым тіл тигізетіндер болады. Сол кезде мына бір оқиға есіме түсіп тұр. Бір күні Абу Бакр радиаллаху анху Кағбаның жанында отырған кезде, анау таббат яда әби лахаби уатаб деген жаңағындай Масад сүресі түседі ғой. Сол кезде жаңағы Абу Лахаб құрысын, екі қолда құрып кетсін деген аяттар түсіп, сол соңында жаңағындай өзінің әйелімен бірге тозақта күйетіндігі жайында айтылады. Сол кезде жаңағы Умму Джамиля деген жаңағы Абу Лахабтың әйелі кеп, пайғамбар Абу Бакрдың жанына кеп не істейді? Пайғамбарымыз жамандайды. Бірақ ең қызығы Абу Бакрдың жанында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам отыр сол кезде да. Отыр, сол кезде Абу Бакр қатты қорқып кетеді да, пайғамбарымызды көріп қоймаса ғой деп. Өйткені қолына тастар алып алған дейді да, жаңағындай. Қайда анау деп жаңағы іздеп жүр дейді, ашуланып. Аяттар түскеннен кейін да жаңағы ше. Сол кезде келіп пайғамбарымыз жамандап неше түрлі сөз тигізеді да. Сөйтіп пайғамбарымыз бірақ көрмей қалады да. Енді мұғжиза. Сол кезде ана Умму Джамиля кетіп қалады. Абу Бакр радиаллаху анху, я Расулалла, мына кісі сондай бір жаман неше түрлі сөздер айтып кетіп жатыр. Бейдеді, сүйдеді десе айтады дейді. Жарайды енді дейді. Я Расулалла, енді ол қалай ештеңке демейміз ба деген сияқты да, енді мынандай нәрсе айтып кетті ғой дейді да. Сөйтсе не деді, өтірікші деп айтып кетті, анау деп айтып кетті. Енді мен оның барлығы маған қатысы жоқ қой, енді мен ондай емеспін ғой енді деп пайғамбар салсам спокойно отыра берді дейді да. Яғни спокойно ана қабылдаймыз кісі дейсіз. тіл тигізеді. Білмеймін, кімге айтып жатсың өтірікші деп? Мен өтірікші емеспін деген сияқты ғой жаңағындай. Сол сияқты бұл жерде мен ойлаймын да, дінге тіл тигізетін адамдармен күресе берсең, шегі таусылмайды. иә, шегі таусылмайды, қадірің кетіп қалады да, қадірің кетіп қалатын сияқты ше. Жаңағындай солармен сөйлесіп, жаңағы ит болып, жаңағындай арылдасып, сол жерде тұра берсек, тек қана қадіріңнің кетуден басқа еш нәрсе болмайтын сияқты. Иілемей, қолдан келгенше. Иә. Енді кейде иіліп қалу керек болады. Кейбір кезде біз сөз беріп жатамыз ғой, мысалға. Дұрыс па, мысалы, Нұрсұлтан ұстаз, мысалы, Рамазан Аль-Бутидің мынандай бір сөзі бар да, есінде да. Ол кісі жат ағымдармен күресіп шыққан ғой. Айтады да, қаншама жылдар бойы жат ағымдармен күресіп шықтым дейді. Шіркін дейді. Оны істегенімше өзіміздің мұсылмандарды, жамағатымызды сауатты қылып, сонымен айналысуым керек еді деп айтқан бір өкініші бар дейді да, жаңағындай. Соны айтайын деп отырдым, аузымнан суырып алдым. Аузыңыздан байқап қалдым. Аузынан байқап алып Арра деген әріп тұрда Рамадан Аль-Бути деген бар. дұрыс айтады. Сондай екен шынымен де. Оларға кеткен уақытқа, сол энергияға шәкірт шығарсаң дейді да, ой, оның бұл сіздің риуаятыңыз осындай енді. Мен естіген риуаят бұлай енді. Алла біледі енді қайсысы болса да дұрыс риуаят деп ойлаймын. Біздің елден бір топ делегация барған деп айтады, ұстазға зиярат етіп. Сөйтіп ұстаз жағдай болмай, кездесе алмай, баласымен кездескен екен. Сұрақтарымды айтыңдар, мен жеткіземін деп айтқан екен. Біздің елде осындай топтар, ағымдар пайда болып жатыр. Не істейміз деген кезде, мен айтайын, бұл әкемізге қойылып жүрген сұрақ. Осы жерден сіздерді қинамай бірден айтып бере салайын. Біздің әкеміз онымен шаршаған деп айтқан да. Сөйтіп ақыр соңында түйген түйіні соларға кеткен бүкіл күшті шәкірт шығаруға жұмсасамшы деп айтқан екен да. Олар бәрібір ақырында қабылдамады дейді ештеңені. Дәл сондай ғой, Жасик. Біз ешкімді мәжбүрлеп тура жолға әкеле алмаймыз. Сен 1000 жерден дәлел әкеп бере бер, Алла жауып қойған жүректерді аша алмайсың сен бәрібір. Ал ескерту интернетте толып тұр. Қай тақырып керек, барлық салада айтылып қойған уағыз. Кітаптарда толып тұр. Кітапта толып тұр. Тірілей керек болатын болса, тірілей бар міне мамандар.
тірі маман сені шынымен мазалап жатыр ма сол сұрақ? Міне тірі мамандар бар. Ақидаң керек па, фәлсафаң керек па, логикаң керек па, жамантығың, хадисің керек па, не Айша анамызға қатысты мәселе керек па, не керек? Бәрі бар. Бүкіл нәрсенің мамандары елге бітіріп келді қазір, Аллаға шүкір. Баяғыдағыдай емес, 2010 жылдар есіңде ме? Ол да тәжвидтен сабақ беретін адам табылмайтын еді ғой. Қазір ағылып жатыр, бірақ адам жоқ келіп жатыр. Сол себепті кеттік қой дейсіз оқуға. Иә, сондай немен кетіп қалдық оқуға. Сол сияқты оларға кеткен уақытты мен өзім ойлаймын, оларға кеткен уақытты біз беру керек. Тыңдарман өзі тауып алып тыңдай береді, келетін адам келе береді болды. Өзің айтқандай қазақтың тіріде Сөзден аманы жоқ, өлгеннен кейін жаман жоқ деген әңгіме ғой. Менің сөзім емес, Абай атамның сөзі дейді ғой. Айтқандай, өзің айтқандай. Сол үшін де иншалла жаңағыдай оларға қадірімізді құртып, андай сөз айтса соған жауап беріп, мындай сөз айтса мынаған жауап беріп, о діннің де қадір кететін сияқты өйтіп. Майдалануға болмайды өйтіп. Майдаланып кету. Сосын мынандай пікір бар да, дін бізде яғни біздің дініміз ескілік. Біз дінді үйрену арқылы бізде ешқашан дамымаймыз деп. Білмеймін енді бұл қайдан келген пікір, қалай шықты? Мен мысалға сіздердің қастарыңызда жүрмін ғой, мысалға ойламаппын, естімеппін де ше. Сендер жаңа технологияны меңгермеңдер дегенді, немесе жаңағы Элон Масктың жасап жатқан дүниесін істемеңдер, не IT-ді жасамаңдар дегенді естімеппін да. Керісінше әйтеуір бір отырыста әйтеуір бір әңгімені айтып отқан адамдар ғой, Жәсік. Баласы Малайзияда оқып жатыр ше. IT оқып жатыр да. Малайзия ислам мемлекеті ғой, мұсылман мемлекеті ғой. Соны айтамын да енді. Катарда оқып жатыр бұның баласы, Абу-Дабиде оқып жатыр. Мысалға қазіргі керек, елге керек мамандықтарды оқыңдар деп. Далбаса әңгіме ғой ол, жаңағы әңгіме ғой. Ана осындай әңгімені естісем, кімнің есіме түсіп кетеді оқиғасы. Бір ұстаз мешітте имам Бұхаридің несінен жаңағы Ибн Хажардың шарқынан сабақ беріп отыр екен да, хадистер түсіндіріп бір кісі келіп айтады дейді, әлі отырсыңдар ма? Қаншама жылдар болды, ғасырлар болды, дамып жатқан түктерің жоқ, жұрттар аспанға айға ұшып жатыр дейді да, сендер әлі отырсыңдар имам Бұхаридің 1000 жыл бұрын өтіп кеткен жаңағы шарқын оқып. Иә. Деп сонда ана ұстаз отырды да, кейін шәкірттер отыр алдында қаншама. Қожеке, айналайын, сізде өзіңіз ұшып жатсыз ба аспанға деп айтады дейді да. Жоқ, ұшып жатқан жоқпыз. Сабаққа келіп жатсыз ба мына жерге? Жоқ, екі дүниеге де пайдаң жоқ екен ғой, сен біз хотя бір дүниеге пайдасыз деп отыр қой. Сол сияқты дейсіз ғой. Сол сияқты өздері бөсе береді, диван батырлар ғой бәрі. Я ана дүниеге пайдасы жоқ, я ақыретіне, я мына дүниеге пайдасы жоқ. Тек адамдардан не көреді? Негатив көреді да. Шыбынды гүлдің арасына жіберсең, боқты іздеп тауып алады ол. Шыбын гүлдің арасына жіберсең, гүлге қонбайды, ол боқты іздеп тауып алады ішінен. Көрдің ба? Ішінде қандай дерт бар, соны ғана көреді, болды ол адамдар. Араны қанша боққа жіберсең де гүлін тауып алып келеді, баласын. Айтамын, мен керісінше сіздерден дамыңыздар, оқыңыздар. Бір уағыз жоқ қой. Біз айтып жатырмық қой, аят иқра деп түскен, айналайын, иқра, дүниенің де ақыреттің де ілімін ақтар, шегіне жет, оқы деп жатыр Алла. Ең Құранның бірінші аятын бүкіл ғалым айтқан, егер білім маңызды болмаса, Алла иқра деп бастамайтын еді деп айтты. Оқымасақ қалай жүрміз? Енді Илон Маск болмағанға сен менің не кінәм бар мысалы? Оқы бар, істе, Илон Маск бол. Алла кімге сол жолды нәсіп қылады? Бар ғой мықты физиктер, химиктер, хирургтар бар мықты. Намаздары бүтін, несі кетіп жатыр? Алдында очередьпен тізімде адамдар деген 2 айлап, 3 айлап бұрын жазылады. Сондай хирургтар бар. Намаздары бүтін, кәдімгі 1 теңге пара алмайды да, мысалға да. Көрмеген өзіміз ба? Сен көре алмаған көзің, сен өзің. Ауру да, ауру. Сіздігін көріп қалып жатырық. Сіздігін көріп қалып жатырмыз да? Мен не көріп жатырмын? Сіздердікін. Айтып жатқан, шақырып жатқан. Енді дұрыс айтасыздар. Негізінде дініміз негізі дамуға шақырады ғой. Пайғамбарымыз айтты, Ал-хикмату даллатул муъмин. Мин хайсу ваджадаха ялтақитуха. Яғни қай жерден табасың? Даналық мұсылманның жоғалтқаны. Қай жерден табасыңдар, сол жерден оны алыңдар дейді. Алып пайдалан. Яғни бірденке игілікке дұрыстап жасалып тұрма, бірденке игілікке барма, жаңа технология шығып жатырма, оны біз дұрыс жаққа пайдалануға бола ма? Бисмилля. Ислам ешқашанда жаңағындай ескілікке шақырмайды. Не ислам бізге асфальт салма деп жатыр ма не? Ислам бізге жаңағындай жарық қондырмаңдар деп жатыр ма? Үй салма деп жатыр ма? Үйіңді сал, жарығыңды қондыр, адамдарға удобствоны жаса, барлық нәрсені істе деп жатыр да. Адамзатқа пайдасы келетін нәрсенің бәрін істе. Біз тек қана айтатынбыз. Нені айтамыз? Жаңа ұстазымыз айтпақшы, біз шешінбеңдер деп айтамыз.
біз әйел кісілерге шешінбеңдер деп айтамыз, ер кісілерге ішпеңдер деп айтамыз, қосылып алып бірге зина жасамаңдар деп айтамыз. Қазіргі жаңадан шығып жатқан жаңадан терминологияларға жаңағындай гражданский брак сияқты және де Құдай сақтасын түрлі ұятсыздыққа біз сондайға бармаңдар деп отырмыз да. Ал олар оны даму деп ойлайды да. Адамзаттың дамуы деп ойлайды да. Біз соны айтып жатсақ, бізге мына жағынан тиісіп жатады да. нәпсілері қалаған нәрселерді ешқандай шектеусіз ашық жариялап істегісі келеді. Сол нәрсені яғни қалыпты жағдайға енгізгісі келеді, соны даму деп ойлайды. Бүйтеді да, біз дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз дейді. Біреуге бүйтіп, жабық киінсейші десең ше, біз дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Сейчас 21 век деп қояды. Мен айтамын да, сонда даму шешінумен өлшене ме не? Бұл қалай болды дейсің да мысалға да. Бұл осы нәрседе ғой ұйқас болып отқан. Мұсылмандар тек қана дамыңдар, өсіңдер деп айтады да. Не істеңдер? Ешқандай торможение жоқ біз жақтан ше. Ешқандай торможение жоқ. Ал енді біреулер жаңағындай айтып жатады да, Америка елдері қатты дамып кетті деген кезде, оның да бір өзінің теориясы бар. Өйткені олар өздерінің жаңағы оқымыстыларын не істейді, оған үлкен бір жәрдемдеседі, немесе анау көп оқып келгендер бар ғой, әлемнің мықты үздіктерін өзіне алдырады. Әлемнің мықты үздіктерін өздеріне алып. Осыны бір бүкіл талқылап компания, едік қой. бүкіл телефон, телевизор, машина компания бәрін шетін қарап шығып түбі қаяқтан шыққан. Нағыз американдықтар өте сирек табасың. Ішінде біреулер, біреу Бангладеш, біреу басқа жақтан, әйтеуір мұсылман мемлекеттерінен, жан жақтан, бүкілі жан жақтан істеп жатқан. Apple'дың қарапайым, Apple'дың несін қарасаңыздаршы, ата тегін кім екен? өзбектер бар. Көп сондай. Оны айтатын адам айта береді ғой енді ол. Оны дінге келіп тірей беруге болмайды. Оны Америкаға алып келеді де, жаңа гражданствосын беріп қояды да, міне біздің Америкадан шығып жатыр деп қояды да. Жан айқай дегеннен шығады. Иә. Мана кімнің Нұржан Смағұл ұстазының да видеосын көріп қалдық та, қыздар жайлы айтып жатыр да, біздің қыздарымыз орамал таққан үшін қазақ болмай қалып жатыр ма деп жатыр да. Қазақ болу деген сонда ол қалай дейді да? Қазақ болу деген сонда шешіну ма? Қазақ болу деген сонда мини өкімей жүру ма? Қазақ болу деген европалық мәдениет әкеліп түнгі клубқа бару ма деген сияқты жан айқайын айтып жатыр да. Шынымен қазақ болу деген жалпы ұғым қалай екен деймін да, енді ол кісілердің өзінің ойына деймін да. Орамал таққан қыздарға тиіседі де, сендер қазақ емессіңдер, қазақ болған жоқсыңдар деп. Бір ана өлеңде келеді ғой. Бірдеңе жастарың жүр, гаршокке отырғызған гүл секілді деп ше. Ұмытып қалып тұрмын мен дейсің. Сондай бір жолдар бар, өлеңнің мағынасын айта салайын. Адамзатты шешінуге әкелу, отбасын құртуға апару, бүкіл нәрсені істелініп жатыр ғой енді, барлығы көрініп қалып жатыр ғой енді, қаймақтар бетіне шығып жатыр ғой. Сол қоғамды құртудағы мақсат ұрпақты құрту сияқты ғой. Гаршокке отырғызған гүл секілді деп жатқан сөзі ары қарай шығармайды, ол тамырлана алмайды болды. Ода ұрпақ жоқ болды. Ұлтты құрту ұрпақты құртумен болады ғой. Оп-оңай құрды. Европа құрып жатыр ма мысалға? Туу көрсеткіш жағынан. Ресейдің өзінде де сондай. Туу көрсеткіш жағынан қай жерлер құрып жатыр? Ресейде де сондай. Ислам аз жерлер құрып жатыр. Сол үшін де өздеріне не қылай береді? Беженсіне ләжейінді не деп айтатын еді жаңа? Босқындарды қабылдап жатыр. Оп-оңай қабылдап жатыр. Неге қабылдап жатыр? Өйткені елдерінде туу көрсеткіш жоқ. Өздері баста шешіндіріп алды енді қыздарды, енді оны қайтадан қайтара алмайды. Есігі ашылып кетті. Арсыздықтың есігі ашылып демек сынып қалды деп айта салайық болды. Бір сындырып алдың ба арсыздықтың есігі, оны қайтадан жаба алмайсың болды. Сондықтан біз елді сөйтіп құртып алатын болсақ егер ұрпақты, өзі айналдырған 20 миллионға жетер жетпес қазағың, сосын подкастты қиюға болмайды. Мына жерде айтылып отқан дүниелерді подкастты қиып алып ертең былай салып жіберіп, болмаса толық көріңіздер деп бұл жерде ескертіп қояйыншы. Бір-бірлерінің ақыларыңды, мал-мүліктеріңді бұзық жолмен жемеңдер. Ерсін ұстаз да айтып жатыр ғой, осы жерде міне мынандай нәрсе бар да, айтпақшы есіме түсіп кетті. Ерсін ұстаз да осы подкастты қию туралы ақыға кірмеңдер деп айтып жатыр ғой. Енді жақсы, ол әңгіме мынау жаңағы аяғын басына қоятын бір парақшалар бар да, арнайы сондай, білмеймін енді ол қалай кім жүргізіп отыр. Сондай фитнем істеп отқан. Енді осы нәрсені кейбір бауырларымыз бар, енді өздерің үйретіңдер, шақырыңдар деп айтасыздар ғой. Біздер деп дұрыс қиып жүрген жігіттер бар ғой. Оларға да рұқсаттап бермей тастадық қой. Енді оны кімнің дұрыс екенін, кім бұрыс екенін анықтай алмай отырмыз ғой енді біз оны. Вообще бермей тастадық. Бірақ сонда да сен бермегенге қарап отқан жоқ болып жатыр ғой.
енді сондай уәжін айтады да ренішін, сонда қалай өздеріңіз айтасыздар да? Жоқ, бұл жерде мынандай мәселе бар да, Жасик, мен айтайын. Бұл жерде жаңағы Абылай бауырымыз бір күшті бір ескерту жасаған еді да бір рет. Абылай Жарайды. Кенжалы. Иә, Абылай Кенжалы. Айтады да, мысалы бір рет бір ұстаздың видеосын алдында, мысалы жарайды, өзіңнің парақшаңды жүргізіп жатсың. Подписчигің көп, соны видеосын салып қойып, бірақ астында комментарийлерда біреу жаңа сенің ұстазыңды боқтап атады, тіл тигізіп атады, жаңа жамандап жатады. Сен бірақ не істемейсің да, охват үшін, комментарий көп бола берсін, охват үшін сен оның ешқайсысын өшірмейсің, яғни солай қалдырасың дейді да. Міне бұл ұстаздың ақысына кіру дейді да. Міне бұл ұстаздың ақысына кіру. Ол бейне бір сен тірі күніңде де ұстазды біреуге тіл тигізіп қойып, соған разы болып отқан адам сияқтысың дейді да. Өйткені сенің жаңағы комментарийлардың көбеюдегі мақсатың не? Сол жаңағындай видеоңды продвигать ету, көп адам көрсін деп қалайсың дейді да. Ал егер сен ұстаздың видеосын салдың ба дейді да, онда жаңағындай жағымсыз болған, жағымсыз дегенде орынды сын болады. Сосын барып жаңағы боқтайтын кісілер бүйтіп айта салады да, мысалы да, ол нәрселерді өшіріп тұру керек. Өйткені сен ұстазыңа тіл тигізуге өзің себепкер болып отырсың. Құранда сондай бір аят бар дейді. Сендер дейді, діні жоқ адамдарға барып дейді, оларға барып тіл тигізіп жүрмеңдер дейді. Егер де олармен тіл тигізіп бастап кетсеңдер, олар білімсіз дейді, сенің құдайыңа тіл тигізеді дейді. Бірақ екі ортада кім күнәһар болып қалады? Жаңағы адам. Өйткені сен өзің себепкер болдың құдайыңа тіл тигізіп жатқанға. Сол үшін пайғамбарымыз айтады, біреуді әке шешесінен боқтамаңдар деді. Неге десе, өйткені сен біреуді боқтасаң, ол да келіп сені әке шешеңнен боқтайды да. Екі ортада сен күнәһар боласың. Неге? Өйткені сен өзің себепкер болдың әке шешеңнің боқталуына, былайша айтқан кезде. Дәл сол сияқты бір ұстаздың видеосын алдың, салдың, тамаша, күшті, кестің, ел жұртқа насихат болдың дедің, онда өзіңнің ұстазыңды қорғай білсең енді ұстаздарымызды, Ерсін ұстаздарымызды, Ризабек ұстаздарымызды. Мысалға да Ерсін ұстаз деген кешегі Меккеде отырып айттық қой. Ғашықтық қашықтыққа қарамайды деген. Иә, сол сөз негізі басқаша түсініп қойды да. Көрдің бе? Жоқ, басқаша емес, сол жерін ғана қимаған ғой, ол ар жағын қимаған ғой. Махаббатқа айналдырып жүр. Ерсін ұстаздың әңгімесі махаббат әңгіме болып кеткен да. Ол жерде біз әдейі мысал келтірдік, мысалға да, екеумізге қатысты болған бір приколдарды айттым да. Сөйтіп мысал келтірдім да, түсінікті, өтімді болу үшін махаббат деген нәрсе. Сөйтіп әкеліп, кейін ол Аллаға айтылып жатқан нәрсе ғой негізі. Иә. Аллаға ғашықтық жолдың ұзақтығына қарамайды деген. Иә. Соны ана жерде андай қылып қиып алғанда жаңағыдай қыз бен жігіттің темасы сияқты. Бізде ғашық деген сөзді тек қыз бен жігітке ғана қолданады да. Иә. Мен айтып жатырмын, ол жерде Аллаға ғашықсың ба сен, оның жолындағы оның парыз еткен нәрселер сені ауырлық қылмайды ол. Сен оның барлығын істей аласың. Ол не бұйырды? Сүйген сүйушісіне бойұсынады да бәрібір. Иә. Көрдің бе? Сондай нәрсені айтып ана жерде махаббат қылғанда лава онлак деп қойып жаңағы мен махаббатский бір өлеңді қос. Ана жерде ұятта көрдіңіз ба? Ерсін ұстаз екеуміздің арамызға қарап отырып сызат түсіріп жатыр да. Ана әңгіме андай қылып айтылған сияқты болып қалды да. А негізі ол жерде әңгіме басқа. Біз негізі Ерсін ұстаздарды өте қатты тыңдаймыз. Бүкіл ұстазға сыйлаймыз. Бүкіл ұстаз ана не дейді? Арабта аля раси дейді ғой, аля раси күллүхум аля раси. Аля раси уәл айн. Иә. Матчлав деген бар еді ғой. Көрдің ба, сен көрмедің бе? Нені? Матчлав деген подкасттар бар сондай. Ұстаздарға жалпы Алла разы болсын. Көп Мен рахмет айтайын, ұстаздарға. ұстаздардың әрқайсысымен сөйлесіп не істейміз ғой енді. Өзіміз қазір енді осы дін саласында қызмет жасап жатқаннан кейін Арман ұстаз болсын, Ризабек ұстаз болсын, Ерсін Әміре ұстазымыз болсын, қай бір Қабылбек ұстаз болсын, бір келіп Нұралы ұстаз жанына келіп сөйлесіп қалсаң, діннің жанашыры, сондай қарапайым, тек қана жаңағындай ниетінде адамдар әйтеуір бір дінін танып қалса, Құдайын танып қалса, бір сүннетті бастап, бір парызын орындап, бір күнәсін тастап қалса, басқа бір ниетті байқамайсың кәдімгідей. Бұл біз көріп жүрген, ел көріп жүрген енді экрандағы ұстаздар. Экранның сыртында қызмет жасап жатқан, ана муфтиятта, қара шаңырақта қызмет жасап жатқан, компьютердің артында отырған, әр жұма сайын уағыздарды дайындап жатқан қаншама мықты ұстаздар, ғалымдар отыр да. Бірақ олар экранның артында болғаннан кейін біз как будто білімді сияқты болып шығып кетіп не қылып негізі сол жақта отырды мықтылар. Ол кеңесетін, ақылдасатын жалпы көп нәрселер. Ол кісілерге де Алла разы болсын. Сансызбай ұстаздың жанында да бір ұстаздар бар еді, аттарын ұмытып қалдым. Кім дін деп тер төгіп жатыр, оны Алла біледі ғой. Алла тағала ол кісілерге Алла разы болсын. ақыреттеріне берекет берсін. Аман болсын. Сәл енді тақырыпты бүйтіп кішкене. Любой тема ғой, Жасик, иншалла. Иншалла. Олар ана сөз бар еді ғой, оларды жердегілер танымайды,
оларды тек аспандағылар ғана таниды деген. сол сияқты тек Сол қана сияқты, аспандағылар танитын ұстаздарымыз бар. Аспандағылар Ол кісілерге де Алла разы болсын. Иә. Енді әдеттегі сұрақ, бірақ жаңағыдай ғой, көп сұрақтардың барлығы әдеттегідей бола береді, бірақ мынау аудитория кеңіп жатыр, намазхан жамағат кеңіп жатқаннан кейін кезіндегі сұрақтар қайта қойыла береді. Енді ол Рамазанда мысалға түкірік жұтуға бола ма деген сұрақ ол жыл сайын қойыла береді. Өйткені жыл сайын жаңадан адам ораза ұстап жатыр. Сол секілді ата-анама қалай намаз үйретсем болады деген бір сұрақ бар. Анау Ата-анамызға қалай намаз? Марқұм Қырғызстанда муфти болған баяғыда Чубак қажы деген кісінің бір сөзі бар еді, естіп қалдым. Бұл адам, мен бәлкім бұл сұрақты дейді, мыңыншы рет естіп тұрған шығармын дейді. Бірақ сұрақ қоюшы адам бұны бірінші рет қойып тұр ғой дейді. Сол үшін де мен де бірінші рет естіп тұрғандай жауап беремін дейді. Реал Мадридке болеть етсе бола ма деген ба? Дәл солай бірінші Сөйтіп рет айтады естіп ғой тұрғандай. сізге. Жаңағы Рамазанда басталады ғой, жаңа бір имамға сөйтіп сұрақ қойған ғой. Енді қайта түкірік жұтуға бола ма, түкірік айтады екен да, жаңа бір кісі бүйтіп сұрақ қойған ғой, жаңағындай. Рамазанда бильярд ойнаса бола ма деп ше. Сізге жаңа имам жауап берген ғой. Главное, бильярд ойнап жатып шарик жұтып қоймасаң болды. Главное, шарик жұтып қоймасаң болды, бильярд ойнай беруге болады деп. Ата-анама намаз оқытсам дей ма? Намазға қалай шақырсам болады дейді да енді. Бол ғой, бұл негізі бол ғой. Бол ғой, енді үйреткісі келеді. Ағамды шақырсам намазға қалай? Негізі Іні қарындастарымды шақырсам дейді да, қалай оны шақыруға сен молодец оған. Ол сұрақты қоюшы адамның жүрегі тірі адам ғой негізі. Ғамы бар да, уайымы бар. Ол кәдімгідей олардың ақырет үшін уайымдап отқан адамның сұрағы молодец негізі. Сұрақ қойған адамға Алла разы болсын. Енді жауабын оны Елдос ұстаз айтады. Бұл кісі халықпен көп жұмыс жасады ғой. Имам болды, не болды. Мен деген әшейін. Не дейді енді? Тәжірибе не деп жатыр? Қазір мен айтамын соңында өзімдікін. Тәжірибе дегенде енді дұрыс, жаңағы бұл жаңағы уайым ғой. Дұрыс. Мен мынандай кісілерді білем. Өз тәжірибемнен мынандай кісілерді білем. Әкесі, шешесі намаз оқуына қарсылығы былай тұрсын. Намаз оқығаныңды көрейін бар ғой деп киімін өртеп, намаз оқысаң, намаз оқитын жігітке тұрмысқа шықсаң, мен өз-өзіме қол жұмсаймын деген ата-аналар бар. Сен намазыңды тастамасаң, мен жаңағы өзіме бойкот жариялаймын деп кезінде Сағат ибн Аби Уаққастың шатаспасам анасы солай істеген ғой. Мен аштан қалам, сен исламнан бас тартпасаң, мен тамақ ішпеймін деген. Дәл солай да неше түрлі бойкот жариялап жатқан кісілер бар. Бірақ бар ғой, Құдайдың құдіреті, Алла муқаллибал құлуб, Алланың құзырында ғой, бүкіл жүрек ол Алланың құзырында, қалағанынша бұра береді демекші бар ғой. Соның бірнешеуінен мен сол былай сөйлеп тұрған аналары намаз бастап кеткен, қарсы болып тұрған әкелері намаз бастап кеткенін Аллахи мен өз көзіммен көрдім. Мына жерде мына ком болып жіберейін да, сөйлеп жүріңізші. Дәл солай Абу Хурайраның анасы пайғамбарымызға қатты тіл тигізетін болған. Кәдімгідей боқтайтын болған пайғамбарымыз бар ғой. Сенің ана еріп жүрген пайғамбарың деп қойып, Абу Хурайраның шешесі боқтайтын болған сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бір күні қатты тіл тигізді дейді ғой. Абу Хурайра, мен қорқып кеттім, осыдан біздің үйге бірдеңе болып қала ма деп ше. Жылап пайғамбардың алдына бардым дейді. Болмады дейді уже. Алланың елшісі уже анам шектен шығып кетті деп айттым дейді. Мынау деген енді бүгінгі айтқан сөзі біздің сөзбен айтқанда патолог болып тұр деп. Қате болды дейсің. Иә, қате болды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла тағала сенің анаңа хидаят берсін деп дұға қылды дейді сол жерде. Үйге келсе, қараса, доле 20 минуттың арасы да арысы берсі. Үйге келсе, мамасы ішінен іліп алған дейді. Шылдырлаған судың дауысы шығып жатыр. Анашым есікті аспайсыз ба дейсі. Тұра тұрсай, балам ғұсыл алып алайын деп айтады дейді. Сөйтсе ғұсыл алып исламды қабылдайын деп жатыр екен. Жаңа муқаллибал құлуб деп жатқаны. Алла жүректерді төңкеруші, ауыстырушы. Бүгін былай сөйлеп отқан адам Құдайға ертең басқаша сөйлеуі мүмкін. Алла тағала бір түнде, бір күнде бәрін өзгертіп қояды. Сол сияқты жаңа бауырымыздың негізгі несі тоқтамай дұға қылу керек қой негізі. Енді біздің заманда пайғамбар жоқ. Бірақ пайғамбарға көркем түрде ілесіп жатқан кісілер бар.
ұстаздар бар. Қалай не дін рұқсат берген лайфхактың барлығын жасау керек. Біріншіден 5 уақыт намаз парыздан кейін дұға қылу керек. Екіншіден тахаджуд бар. Үшіншіден духа бар. Ишрақтан кейін қыл. Ұстаздарды жеке-жеке өзі құрметтейтін, өзі жақсы деп білетін ұстаздарды, экранда емес әулиелерді барлығын зиярат қылып дұға қылып, иншалла жолдарының барлығын жасау керек. Алла тағала бір күнде деп өзіңіз айтып қойып кеткендей. Сіз тыңдап отырсыз. Жоқ, дұрыс қой. Машалла. Енді жаңағы неге байланысты біреу айтады да, ұстаз деп жаңағы кейбір айтады. Мен айттым, міне 2 ай болды қақсап келатқаныма. Бұлар совет үкіметінің адамдары, бұлар өзгермейді деп келген кісілер бар да. Мен сол кезде былай сұрақ қоямын. Аллах көріп тұр ғой, шын айтшы деймін да. Сен білесің ғой мынандай дұға қабыл болатын уақыттар бар екен. Азан мен қаматтың арасы. Сен сол кезде дұға қыласың ба әке-шешең үшін деймін. Басы төмен түседі. Жаңбыр жауғанда дұға қылады дейді. Дәл сол мезетте әке-шешең еске түсіп, я Аллахым, оларды тура жолға салшы деп дұға қыласың ба деймін да. Қылмайсың ғой деймін да. Қасиетті мекенде, сәждеде жатқанда, әрбір намаздан кейін, жаңа пайғамбарымыз қай уақытта, қай жерде, не істегенде дұға қабыл болады деп айтты. Істедің бе? Және де уаллахи сен 2 ай бойы тоқтамай, Алла тағала айтып тұр ғой, мен түнгі тахаджуд намазы, түнде Алла тағала өзі, кім сондай нида бар да, кім сұрап жатыр? Берейін. Кім кешірім сұрап жатыр? Кешірейін. Кім менен не сұрайды, соны берейін. Ерекше ілтипаты, рахымы жер бетіне түсіп кеткен кезде, сен сол кезде тұрдың ба деймін да. Шын айтшы деймін да. Бастар төмен түсіп тұрады. Сен дым істемегенсің сен. Сен қазір мен намаз бастап жібердім деп, тек қырып жіберіп отырсың да. Мен айттым, олар мен тыңдамайды деп. Ол тыңдамайды сені. Кімді туды дейсің. Бір күні бір жолдас жігіт бар. Әкеме барып айтып жатырмын дейді ғой. Әкем тұрды айтты дейді. Балам-ау, айтып жатқан дұрыс, бірақ мынау баланың әкесіне ақылы үйреткені ұсқынсыз көрінеді деп айтты. Ата-анаға уағыз айтылмайды деген сол ғой. Сол ол тыңдамайды сені. Қызмет қылынады болды. Мен мынандай практикадан айтайын, қазір мен бұл видеоны көріп, мен әкем кішкене маған ренжімейді деп ойлаймын. Мен енді басқа біреу деп айтқым келіп тұрған жоқ, қандай мынандай бір оқиға болған екен біреумен деп. Мен өзімнің тәжірибемде бар да. Мен отбасымда өзім ең бірінші намаз бастаған адам. Аллаға шүкір қазір. Сосын барып ең бірінші намаз бастадым. Сосын бір мезеттері әкем намаз бастаймын деп шықты. Сол кезде мен уаллахи әкем тек қана не айтайын, мына жерде не істейін, тек өзінің сұраған нәрсесіне жауап беріп отырдым. Менен сұрайды бірдеңке, мен жауап берем. Айтшы дейді, айтам. Сол кезде ғана сөйлеймін. Бірақ өзім айтпаймын. Өзімдігімнен бірдеңке үйретіп, бірдеңкені қате істеп жатсам, мына қате деп айтпаймын да мен. Мен көріп тұрам қате. Тіпті бастапқы уақыттарда мынандай болды. Намаздың уақыты кірмей жатып, намазды оқып кете, қонаққа кете. Енді мен болмайды олай деп айта алмаймын мен. Мысалға да сағат 1-де қонақ бар еді, сағат 12-де қонақ бар еді, қазір 5-інде 11-де оқып шығып кете берейін деп. Енді мен айта алмаймын да, болмайды олай деп та. Айта алмаймын, шын айтамын, уаллахи айта алмаймын. Бірақ әкем не сұраса соны берем, кітаптарды берем, мынандай дұға бар деп айтам. Тек сауапты істерді ғана айтам ғой. Әкем мынандай дұға бар екен. Әкем мынандай бар. Оны жазып берем, дәу қылып жаңағы A4 параққа. Бүйтіп мынаны айтыңыз, мынаны айтыңыз деп айтам ғой. Сөйтіп мешітке барады, өзі көреді, өзі түзеледі. Қазір альхамдулилля өз уақытында намазын оқиды ұстау әкем. Таңертең әрдайым зікірін тартып, дұғасын қылып, түнде тахаджудын қылып, жұмасынан қалмайды, тарауқын. Альхамдулилля. Намаз уақыты кірді ма, қонақта ма, қай жерде басында ұялады, қазір жай намазын төсеп жібереді, намаз оқимын деп айтады да. Болды. Сол кезде мынандай бір осы нәрсені айтып жатқан кезде бір досым бар да, достым дегенде бір ұстаз болды. Мен де бір күні, Елдос, қалай сен дұрыс істегенсің дейді да маған. Менде осындай қателік болды ғой дейді. Әкеме айттым дейді намаз туралы. Әкем жарайды деп айтты да, дәретханаға барып, дәрет алып жатқан. Әке, сіз дұрыс алып жатқан жоқпыз деп айтып қалдым дейді.
өзің оқы намазын сілкіп жіберді да, сен кетіп қалды деді ғой. Өйткені сен айта бересің, мынау дұрыс емес, анау дұрыс емес, анау дұрыс емес, мына бүйтіп істе, мына бүйтіп істе. Болмайды олай. Ол кішкене болсын, анау құптау керек, сауапты істерді айту керек, жеткізу, подход бүкіл рөл ойнайды екен да. Өйткені бұл өте бір нәзік мәселе. Ол сен досың емес кешегі. Ол кісілер совет үкіметін көріп келген, дінсіздікті көріп келген, діннен алыс болып тұрған азаматтар ғой. Бұл жерде өте үлкен нәзік подход керек. Сол үшін бұл жерде сауап айтылу керек, күнә емес, жәннат айтылу керек, тозақ емес. Бірінші харамнан бастайды ғой бізде. Сүннет айтылу керек, бидағат емес, таухид айтылу керек, ширк емес деп деген сияқты. Не ғой жаңағындай. Осындай нәрселермен жеткізіп айту керек деп ойлаймын өз басым. Осы нәрседе бір сүрініп қалмасақ қой деп ойлаймын да. Сосын бар күнігейлі жаңағындай амалдарымыз бар, жаңағындай ата-анамызды умраға жіберу, жаңағы компаниямен соны бір сыйлыққа беріп жатыр. Компаниямен умраға жіберу дегенде меніңше умраға енді өзі барған дұрыс сияқты. Әлде қайда дұрыс сияқты. Гидке тапсырып қойып, үлкен кісілерді ол гид, енді мен гидтердің де ол жерде енді жұмыстары оңай емес. Қанша адамның капризі бар, ол по-любому индивидуальный әрқайсысына подход жасай алмайды. Сондықтан енді ол компания жарнамалайды жақсы, ай бүйтем сөйтем деп, бірақ дегенмен де гидтердің шамасы келмейді. Сондықтан өзі алып барып қызметінде болған дұрыс сияқты. Кеп сіздің андағы әңгімеңізден кейін гидтарымыз ренжіп қалмасын, жұмыс істеп жүрген. Жоқ, гидтер керемет, ешқандай жоқ. Просто енді ол индивидуальный подход болу үшін деп айтыңыз. Индивидуальный подход болу үшін деп отқаным ғой. Бірақ кейбір кезде бар ғой, сол индивидуальный подход та керек емес сияқты, сол көпшілікпен бірге жүріп намаз оқып кетеді да ше. Адам ше. Бұл жерде мынадай деп айтсақ болады. Денсаулығына қарай деп айтайық. Бізде мынадай нәрсе. Кеше соңғы умрада болған кезімізде бір апаны жіберген. Ол апа кәдімгі ауру апа өзі жүре алмайды. Аяғында бірдеңесі бар екен. И салмағы да бар да ана апаның. Көрдің ба? Апа келгеннен ауырды, ана атмосфера ауысты ғой, ауа райы. Салқыннан ыстыққа барды. Апа ауырды. Акклиматизация. Иә. Мәдинада ауырды, ихрамға ауырып жатып кіріп кетті. Автобустың артында жатып барды, полный Меккеге 2 күн Меккеге барғанда тұрған жоқ. Құсты. Біз уже өліп қалады шығар деп ойлатқан апаны ше. Соңында мен ашуланып айттым, мұны қалай жіберіңдер сендер деп ше. Қалай жіберіңдер? Шешеңді өлімге жіберіп жатсың ба, сен қақай жіберіп жатсың? Жаның ашып бара жатыр ма, келіп өзің қызметін жасамайсың? Білесің ғой аурудың диагнозын қандай екен. Аурудың диагнозы бар екен бірдеңе деген. Атын ұмытып қалып тұрмын. Кәдімгідей едәуір ауру екен анау бар ғой апамыздікі. Иә. Бірақ Алла тағала бір көрер жарығы бар екен. 2 күннен кейін есін жинады апам. Комнатасындағылар уже ұшынып кеткен ғой уже ше. Құса береді. Неприятно ғой, құлшылыққа келген адамдар 4 адам бір комнатада жатыр мысалға да. Ауыр тиіп жатыр аналарға. Міне осындай нәрселерді айтсақ болады. Сенің әке шешеңнің денсаулығы нашарлау ма? Сен өзің алып кел. Өзің жақсы білесің ғой. Оның мінезін білесің. Онымен бірге жатпасаң да қызметінде бол, ары бері апар, тасы. Ал енді ауырып тұрған адам гидке беріп гид қарамайды ол. Қалай қарайды гид? Гидтің қасында ана жерде 50 қажы кемі, көбі 100-150 қажы бар. Оның әрқайсысының шаруасы бар. Біреуінің бас ауырып жатыр, цитрамона көру, біреу андай болып жатыр, біреу автобустан құлап жатыр, біреу жоғалып кеткен қағбан қасында. Біреу ақшасын ауыстыра алмай жүр, біреу жетпейді ғой, 2 гидтің өзі жетпейді оған да мысалы. Сол үшін ситуацияға кәдімгідей шынайы көзбен қарау керек. Сосын мынандай нәрсе бар да, мен байқағаным, видеода біз әдемі қылып көрсетеміз ғой. Видеода ше. Иә, әдемі, бірақ мынандай арақашықтықтар бар ғой. Жасалатын құлшылықтың арақашықтығы бар, жаңа тауаф бар, сағи бар. Олардың барлығы энергияны талап ететін құлшылықтың түрі ғой енді. Ол бүйтіп видеодан қарасаң, жеп-жеңіл бүйтіп өтіп кететін сияқты көрінесің. Бірақ ол сондай деп ойлап, содан оңай емес та, соны байқамайды да, сонда сәл ашу керек сияқты деп ойлаймын. Мысалға менде мынадай бір жағдай болды да. Енді ол үлкен қажылықта болды ғой. Мынадай ғой, Жасик, сен бара жатасың, папаң тапсырып жібересің маған. Сен мен бауырымсың, досымсың. Болды, мен қарай алмаймын Жасик деп айта алмаймын ғой мен саған. Иә. Елекең жіберіп тұр әкесін, немесе анасын. Нұрекеге кетіп бара жатсың ғой, мен биыл бара алмайын деп тұрмын. Біздің мамашкеге бір оң көзін салып қойсаң, қызметінде болсаң, жақсы. Ана жақтан Санат хабарласып жатыр. Ұстаз, мен не қылайын деп жатырмын. Мына жақтан құрдас Дастан хабарласып жатыр. Ана жақта Абылай хабарласып жатыр. Мен ана жерде уже 10 атананы жинап алғанмын ғой. Мен ана жақта одан бөлек 150 қажым бар да. Енді не болады ана жерде, қарашы.
ойлап көр енді сен. Иә. Мен өзімнің құлшылығымды істеймін ба? Ана 150 қажының құлшылығын істеймін ба? Әлде сенің ата-аналарыңа қарап жүрем ба? Не істеймін мен? Әлде мен сабақ берем ба қажыларға? Қалай умраны қалай өтеміз, қажылықты қалай өтейді? Мен қайқа жетемін мысалға да? Тем более ана жақтың ауа райы, сен шалқып жүретін ауа райы емес Сол ғой, иә. ыстық. Сен далаға бір шығып келгеннен кейін өліп құлайсың кәдімгідей да мысалға. Сосын не басталады? Реніш басталады. Нұрсұлтанға тапсырып жіберіп едік, қарамаған, бүйтпеген, сөйтпеген. Айтып жүрген Нұрсұлтандарың осы ма? Айтып жүргендерің осы ма дейді. Қасымызда болмады, біздің қасымызда болады деп айтып еді деп. Көрдің ба? Қалай ситуацияға кәдімгідей шынайы кәдімгідей көзбен қарау керек та, реальный көзбен қарау керек та. Ауырама әке шешең, апар өзің. Сал жіберу бұл өзің өлімге жіберумен бірдей болады шығар деп ойлаймын мен ше. Ана оқиғаны мен ана апаны көрген кезде кәдімгідей мен кәдімгі басыма қаным шауып біраз әңгіме айтып тастадым ол жерде бар ғой. Олардың баласына да әңгіме айтып тастадым да. Жаңа компанияның қызметкерлеріне айтып тастадым деп тұрсыз ғой, иә. Компанияның қызметкеріне итак айттым. Сендер неге аласыңдар бұндай адамдарды? Иә. Жасы үлкен, ауыратын адам неге аласыңдар сендер? Мына жақта өліп қалды, ертең баласы кімді кінәлайды? Бізді кінәлайды. Ешкім өзінен кінә іздемейді, Жасик. Лишь бы өзінен лақтырып жіберуді қалайды бәрі. Біз Нұрсұлтанмен жіберіп едік дейді. Болды. Мен анам ауыратын еді деп айтамын, айтпайды оны. Нұрсұлтанмен жіберіп едік деп айтады, болды. Көрдің бе? Сол үшін де қарау керек. Міне үлкен қажылық келе жатыр ертең да. Үлкен қажылыққа жіберетін ағайындардың құлағына алтын сырға осы жерде айтайықшы, айналайындар. Әке шешең жібересің ба, өзің алып баршы, айналайын. Қызметін қыласың ба, қайыр қылсаң бүтін қыл дейді қазақ айтады. Сол жерде батасын ал, қағбаның жанында ал, қызметін қыл. Бір бауырымыз барып қалды енді үлкен лауазымды қызметте. Оның алдында бізбен бірге умрада өзінің әке шешесін, әйелін, бала шағасын бәрімен умраны өтеп тастаған. Сөйтті де ертең Нұреке қажылықта мен от души өзім құлшылық қыламын деді ғой. Ладно деді, енді бұйырған көреміз. Минада бірге жатыр, қасында жатыр. Аллахың құдіреті, субханалла. Жаңағыдай ғой, біреу әкесін салып жіберген ғой. Әкесі инвалид деуші. Жүре алмайды. Үлкен қажылықтағы рәсім бәрі жүрумен істеледі. 40 километрге дейін жүресің бір күн кейде мысалға да. Ал кім жүріп береді оны? Ал коляскаға отырдың кім итереді? Енді сол бүйтіп жас жігіттердің өзі жүре алмай қалған. Жас жігіттердің өзі аяқтары деген ірің-ірің болып кетеді ана шлепкеден бар ғой. Ыстықпен қажалай барған кезде бар ғой. Енді мына бұтыңның әңгімесін айтпай ақ қояйын. Бұтыңның өзі кәдімгідей арасы қажалған кезде бір-біріне жабысып теріс бұрып қалады. Мысалға да. Енді ол мен құлшылықты қиындатайын деп жатқан жоқпын. Иә, соны ғой. Бар нәрсеге бар нәрсемен қарайық. Дұрыс. Өтірік айтпай ақ қояйын. Қажылық күшті бір. Енді ол күштісі жаннат. Пайғамбарымыз өзі айтты ғой, хаджу машаққа, машақат. Қиыншылық қара. Енді жаңа жігітті қараса, Құдай оған сынақ қылып, мен жатырмын, жарқын ұстаз жатыр, артында ана жігіт жатыр. Одан кейін жаңа кісі жатыр ғой. Ол бір үлкен лауазымды қызметте болған, бірақ баласы жаңағыдай беріп жіберген. Көкеміз жүре алмайды. Минада ма, Мұзафалипада ма? Минада. Жалпы рәсімдерді өте алмай жатыр ол кісі. Не істейді енді? Көрші жігітке айтты, оның ар жағындағы одан өткен ол кәртейіп қалған. Оған коляска итеріп өз-өзін әрең көтеріп жүр. Мынаған айтады ғой, балам айналайын, бір қызметіңді не қылатын шығарсың, мен қажылықты өте алмайын деп тұрмын деген. Өзі от души қылам деп келіп тұрған кісі ғой енді анау. Оның алдында семьясын бәрін өтеп тастап, өзі жеке. Енді семьяны алып жүруде оңай емес қой жерде. Соны ана кісі қызмет жасап кетті ғой қажылықта полный. Маған Нұреке бүйтіп от души қызмет жасауды нәсіп етпепті, Алла бұл жол деді. Бірақ көзіме жас келді дейді да, Қағбаның жанында ана көкем баласына емес маған дұға қылып жүр дейді ше. Немен? Коляскамен тауап қылдырып жүр ғой. Маған дұға қылып жүр дейді. Көрдің ба, қалай да? Сенің планың бар, Алланың планы. Сондықтан әке шешеңді өйтіп жіберуге болмайды, умраға болсын, қажылыққа. Жалпы умра ол күшті, қажылық ол өте әдемі, бәрі әдемі. Эмоциясы, құлшылығы, ләззаты бәрі. Энергияны талап ететін құлшылықтың түрі, одан біз жаңағыдай да енді айнытып тастап, жаңағыдай шамалы кішкене не істемейік деп айтқаным ғой енді. Бірақ бәрін өтеп болғаннан кейін, бәрін экраннан шығып болғаннан кейін өте бір күшті сезімде жүресің. Иә, жоқ, ол жағы әңгіме жоқ, ол машақат қой жаңа айтып отқан. Просто айтайын дегенім, жаңағыдай да ертең бір нәрсе болып қалды, Алла сақтасын да. Ля самахалла дейді ғой жаңа. Болып қалды. Болып қалған кім кінәлі болады? Машалла, Алла разы болсын. Десе дағы енді сол ғой енді бізден де сұрайды мысалға. Анамды кіммен жіберсем, әкемді кім. Бізде сөйтіп бүкіліне кеңес ретінде айтамыз, өзің апар, өзің дұғасын ал, өзің батасын ал, өзің қызметің жаса деп айтамыз.
сол кезде иншалла сол жерде ұстаздарымыздың уағыздарын тыңдайды, дұрыс компанияны таңда, ұрынып қалмайтындай, арзанға бас сұқпа деп дұрыстап біз жаңағы кеңестерімізді айтамыз ғой. қатты айтып кету керек. Иә. Бұл жерде енді жаңағы сол ата анамызды қалай намазға келтіреміз деген әңгімеден шығып жатыр ғой. Бір варианты осы деп жатыр қой. Просто мынандай деп ойлап қалмасын да адамдар. Жәннатқа бару оңай емес. Және бір адамды да жәннатқа жетектеп өзіңмен бірге кіргізіп жіберу де оңай емес. Сол үшін бұл жолда кішкене шынымен де ата анаңа жәннат қаласаң, сәл қиналу керек. Өзің де өзіңе жәннат қалайсың ба, сәл қиналасың да. Мысалға да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұстазымыздың айтқаны бар еді бір рет. Айтады да, пайғамбарымыз айтты ғой дейді, жаңа 3 қызды тәрбиелеге жәннатқа кіреді деп ше. Екеуі болса ше, екеуі де деп жаңағындай. Сол кезде жаңағындай ұстазымыз айтады да, енді дұрыс қой дейді, ол жай қыз болады, мен болды, әйтеуір қыздарым бар, жәннатқа кіре беремін деген әңгіме емес. Бұл жерде сол қыздарыңа абыройлы, инабатты, иманды тәрбие бере алу керексің сен. Ол оңай емес. Сол үшін жәннатқа баратын жол ол оңай емес та. Сол үшін кішкене осындай терлейтін, тепшейтін, кейбір кезде сағыңды сындырып жіберетін ауыр сәттер болып қалар. Бірақ тек қана қайтпасаң болғаны, Алла тағала Құдай қаласа сол қайтпастығыңды көріп, сенің шыншыл екеніңді байқап, Құдай қаласа сізге соны нәсіп қылады да. Нәсіп қылады да. Кеше бір бауырымыз күшті айтып жатыр да, біреуге намаз бастау арман болып тұр да. Бір отырыста біреу намаз бастай алмай жүр. Ал біреу айтады да, біздің үйде таң намазында ұйықтап қалсаң хайбай дейді да. Өйткені үйіндегі барлығы намаз оқиды да. Тәні, сен маубасы ұйықтап. Мен айтамын, сен бақыттысың ғой деймін да. Не деген бақыттысың деймін да. Үйде таң намазында сені жаңа тұра алмай қалсаң, сені жаңағындай сөгіп, зергіп, ескертуін жасап, саған дұрыс нәрсе әңгіме айтатын адамдар бар деймін да. Сен соған қуан деп айтасың да, енді кейбір кезде сондай сәттер. Енді осындай амалдар ғой жаңағындай. Тағы бір енді мүмкіндік келіп тұр, мысалға ертең Рамазан ғой міне уже. Иә. Алал абуаб. Иә. Кіріп тұр уже. Дәл есіктің алдында тұрмыз, иә. Осы жаңа намаз бастай алмаймын деп жүрген адамдарға күшті мүмкіндік. Тарауықта тұрасың, нәпсің деген. Сені баяғы басқа айдағыдай алып кететін күш жоқ. Өйткені шайтандардың бәрі кісенделейін деп тұр уже. Оларға үкім шығып жатыр уже. Иә. Олардың бәріне үкім шығып жатыр. Мынау шайтандардың бәрі кісенделеді, сен өз нәпсіңмен қаласың. Енді мүмкіндік бар мінекей. Енді сылтау айта алмайсың. Өткен жылғы Рамазанда да айтып едің осы әңгімені. Биылғы Рамазанда да айтатын болсаң, келесі Рамазанға жетпей қалсаң Құдайға ренжіме онда. Иә. Өзіңнен көр дейсің. Өзіңнен көр. Бірақ енді мүмкіншілікті беріп жатыр Алла. Мен байқағаным жаңағы ата-анаға байланысты. Дұрыс, енді жаңағындай біз ата-анамға қалай намазға алып келсем дегенде, біз барымыз айтамыз, көркем мінез, дұрыстап мәміле жасау, қызметтерін жасау, сенің намаз бастап жатқандығың сені өзгертіп жатқанын көрсету да ең бастысы. Менің балам жақсы жаққа өзгерді деген. Жақсы жаққа өзгеріп жатқаныңызды көрсете алсаңыз, ата-анаңыз разы болып бәлкім сіздің артыңыздан еріп кетеді. Бірақ мен осы жерде айтайын дегенім, жаңа Саад ибн Аби Уаққастың оқиғасы, Абу Хурайраның оқиғасы, қандай да бір кісінің оқиғасы болса, олар ата-аналарын бірақ дауыс көтеріп, сөгіп, оларға қатты сөз айтпаған. Біз кейбір кезде осындай бір ұрсып қоямыз, кейбір кезде жегіп қоямыз, тиісіп қоямыз. Жоқ. Керісінше олай әкеле алмайсың. Олай болмайды. Сол үшін айтады ғой жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мынандай хадисі бар екен да, қай бір нәрседе жұмсақтық болатын болса, жаңағы фақад зана, ол нәрсені сәндей түседі дейді. Ал қай бір жерден жұмсақтық кететін болса, ол жер бірден кірлей түседі дейді. Бітті, кірлеп кетеді. Сол үшін жұмсақтықты өзіңе қару қылып алып, әке-шешеңнің алдында қызмет жасауды тоқтатпасаң, жаңағы дұғаларды тоқтатпасаң, әрекеттерді жасап, Құдай қаласа жақсылық болады. Сенің сөзін тыңдамаймын, мен айтамын, үйде бір ас ұйымдастырып, бірдеңкені сылтау етіп, Құран оқу керек еді деп, жаңа мешіттен имамды әкеліп келіп, оған бір уағыз айтқызып, ол бір ұзақ уағыз айтпайды ғой, бір уағызбен де бүкіл жөнделіп кетеді деп ойлама. Мынандай бір сөз бар да, мен дейді, тасты 99 рет ұрдым дейді, бірақ тас 100-ші рет ұрған кезде сынды. Мен айтпаймын ғой дейді, мен тасты бір удармен сындырдым деп. Яғни тастың сынуы мына жердегі 99 удардың нәтижесі. Яғни сіздің ата-анаңыздың намазға келуі мына жақтан уағыздың, мына жақтан көркем мінездің, мына жақтан қызметтің, мына жақтан дұғаның, мына жақтан умраның, талай жан жақтан әкеп тастайсың да. Жан жақтан келген себептердің келет бір күн сосын.
Аллаху акбар деп келеді, ол бір күні такбир айтып тұрады, сол күні күтесіз. Бірақ та ана бір нәрсені істеймін, шешіліп кетемін деп ойлақма да өзі. себеп тоқтатпау Бар ғой енді бір 200 теңгемен бүкіл проблемасын жаңағы садақа беріп, бүкіл проблемасын әлемдегі шешіп тастағысы келетін кісілер бар да енді. Сол сияқты жаңағындай осындай амалдар негізінде осы тақырыпқа байланысты бір бір ойлап отқан бір кітапша жазсам деп иә, өйткені бұйырса бұл оны негіз жазып боль тастасам. ғой, соның ішінде бір жақсы бір лайфхактар тік жинап қойып тәжірибемізден өткізгенімізді алып ел құдай жұртқа қаласа осы рамазанға шығарайықшы, сондай ма. дайындаңызшы. 50 бет 100 бет қылып Сосын Нұрсұлтан ұстаздың осы жерде тағы да бір маған енді айтқаны бар. Мен айтайыншы, Нұрсұлтан ұстаз жазылып жатыр, бітейін деп қалды, скоро шығады. не болды деп қайтты. Иә, Нұрсұлтан ұстаз бір күшті осындай жазбайсың ба елеке деп айтқаны бар еді. Құдай қаласа, иә, сол бір кеңесіне не істеп, арқа сүйеп отырып, сол Несі бір тақырыпта. кітабын ашылмай жатыр ғой ұстаз. Бұны түсінікше ашылып кетсе, сіз сияқты кітапты артынан төгейін деп тұр. Багаж бар, бәрі бар. Иә. Сәл кішкене ашылмай жатыр. Ашылады сол. Енді ашылады. Не істейін ашылу үшін? Құлақ апарайын сені де. Жақсы, алла разы болсын. Енді не істейік, тағы бір тақырып қалды, екі тақырып қалды, құдай қаласа соны бір ашайықшы. Мен енді мыналар жабылып қалды ма? иә, мен енді бұны да енді ұзақ алып келуім мүмкін, бағана бірінші сұрақ секілді. Сондықтан түсінуге тырысыңыздар. Басталды аралдан. Иә. Аралдан шығып жатыр бір машина. Жалпы мынандай нәрсе бар. Енді бұл сұрақ қаяқтан шықты? Кеше бір жігітпен жолықтым. Елімізге белгілі бір ұжым. Соның ішіндегі бір жігіт сол ұжымнан қазір шығып қалыпты да. Енді шығуының себебін кішкене ренішімен айтып отыр да. Ол ренішті мен қоғамнан да байқайтын, оны былай қалай алып келсем деп жүредім, бірақ енді сол нәрсемен ұштастырсам деп отырмын. Жалпы бір ұжым болып жұмыс істейді. Ұжым болып жұмыс істегеннен кейін сәл жан-жағындағылардың бәрінің жағдайын жасайды, дөңгеленеді, көтеріледі. Бірақ өкінішке орай кейде біздер сондай қоғамда байқаймын, жанымызда жүрген адамды байқамай қаламыз да. Оның жағдайын байқамай қаламыз. Енді материалдық тұрғыдан келтіре берейінші. Мысалға өзіміз Аллах тағала береді, бай боламыз, қуатты боламыз. Кейде дарақыланып кетеміз, жаңағы бір нәрсеге шашып жатамыз. Мысалға ағайындардың арасында да сондайлар бар. Жаныңда жүрген бауырың, өзің бір 570-пен жүрсің да, мысалы былайша келгенде, жаныңда жүрген бауырың нексемен жүр, 14-пен жүр. Бірақ оны сен көріп қалғансың да, нормально санап қойғансың да, енді оны кінәлауға болмайды, ана адамды кінәлай алмаймын менше, өзімнің ойымша. Меніңше ол анау қасында күнде жүргеннен кейін, күнде көріп жүргеннен кейін, қалыпты жағдай болып кеткеннен кейін байқамай қалады-ау деп ойлаймын да. Осы туралы ашсақ деймін да, осы туралы бір сәл қалай әлде өзінің тапқан дүниесі өзінікі, ол өзі біледі, оны елеу шарт емес па деп ойлаймын да. Сұрағым түсіндіре алдым ба? Жаңа ұжымда сондай болғанда, жаңа жігіт шығып қалған себебі ана жағында жүрген жігіттердің барлығы аяқтанып кеткен, есеп кеткен, бірақ бұл қараусыз қалып қалған сол ұжымда жүріп. Сол күндердің күні енді бұл да көзден таса болып кеткен ғой. Мынадай нәрсе ғой, Жасик, бүйту керек. Сен бір жақты ғана тыңдап тұрсың ғой қазір. Мен бір жақты тыңдадым, және мен сіздермен бірге жүріп, мен бұл жерде елді аралап жүрмін ғой, мен біргеше. Мен әр елге барған кезде де соны осыны байқаймын да. Неге дейсіз, оны небір машиналармен күтіп алады, небір нелермен жүреді. Бірақ қасында жүрген, жанында жүрген доспыз, досым, бауырым дейді. Бірақ екеуінің бір тұрғыдан қарағанда достық несі де енді не істемейді да. Менің ойым ғой бұл енді былайынша. Иә, дұрыс қой. Сол қалай деп ойлаймын да, әлде мен дұрыс көрмей отырмын ба? Түсіндім, жаңа мен көре алмаушылық па? Бұл жерде бірнеше мәселе бар, Жасик. Біріншіден ашайық та осыны. Иә, ашайын деп жатып қойын тұрады. Тасташы, мен кетіп қалдым, ренжіп қалдым. Сендер екеуің көтеріліп кетіп менің жерден ал жерге салдыңдар ғой. Саған қатысты ештеме жоқ. Бәрі әдем. Бұл былай мынадай ғой, Жасик, дұрыс, ол бауырымызды түсініп тұрмын. Бұл жерде маған мынадай сұрақ келіп жатыр да, барлығы дөңгеленеді, неге бұл дөңгеленбейді деген сұрақ келіп жатыр біріншіден. Екіншіден, оның ішіндегі реніші, көрдің ба, оның ішінің өзінің ішінде проблема бар екендігін көрсетіп жатыр да. Неге барлығы бірге жүр ғой енді, мысалға бір ұжым жүр, барлығы күшті да, неге о да жаман? Мен ойлаймын, барлығына істеп беріп жатқан адам, мысалға ұжым ғой, жұмыс істеп жатқан, ішінде бір басшысы бар ғой, лидер явно.
барлығына істейді екен да жағдайды именно мынаған жасамайды. Жасамағанда білмейді екен бұның жағдайын. Солай екен. Енді ол өте Кейіннен естіген, сосын мен онда білмейді екенмін. Давай дұрыстайық деген кезде сәл неғып қалған екен да. тырысып қалған. Болмай қалған екен. Сонымен сондай болған екен. Иә. Сондықтан соны ашып алайын. Мен де обязательно ашсын деп Енді бұл кім екенін де білмеймін, мен қызық емес маған негізі да бұл тақырып. Вообще былай айтайын мен. Мынадай ғой, жақсылық істеп жүрген бауырлар дұрыс кейде көрмей қалуы мүмкін, пенде ғой. Бірақ біреуге ренжуге негізі жоқ. Біреудің малында біреудің ақысы жоқ негізі. Осы ғой міне. Көрдің ба? Сенің қанша тауып жатсың, мен сен неғып жатсың ба, қаяққа ол қызық емес маған. Менің басыма келіп кетер бір тиын пайдасы жоқ оның. Негізінде. Мен сені білмеймін. Ол ақшаңды, мысалы, сен туысқандарының ішінде біреу бар да жағдай төмендеу. Жасик неге бас істемейді? Шалқып жүр ғой өзі. Анда барып жатырмын, неге ана туған жағдайын жасап бермейді? Осындай әңгіме де бар. Қара, осындай әңгіме де бар. Ол әңгіме бәрімізде бар. Енді қара, мен сенің Алла жолында қазақ қоғамында мысалға әдем. Елдос ұстазды да білмей алып берген жоқ қой мысалға. Алып берем деп айтты ғой. Алып берген жоқ мысалға. Сондай сияқты. Жоқ, оны емес, ол бөлек қалжың ғой. Айтайын деген, сенің Алла жолында не жұмсап жатқаныңды мен білмеймін, Жасик. Елдос ұстаздың не жұмсап жатқанын мен білмеймін. Сондықтан оның малына маған бір күні бір кісі шығып тұр да. Енді бұрыннан танитын адам бүйтейді, маған айтады. Нұрсұлтан, сен жаңа бай бағландардың бәрімен араласып ғой дейді. Сонда менің көрген видеодағы бір-екі видеом бір-екі байекеңмен жүрген. Сол өмір бақи мен байлармен жүр екенмін. Сол өзінің теориясы санасында қалыптасып қалған. Солай болып қалыпты. Мен кіммен жүріп жатқанымды білмейді ғой, мен не істеп жатқанымды ешкім білмейді ғой. Дұрыс па? Бүйтейді. Біз мына жақта медресе салып жатыр едік, соларға айтсайшы, Алла саған сондай не беріп тұр ғой дейді. Мүмкіндік беріп тұр ғой дейді. Мен айтамын да, сіз менің Алламен қарым-қатынасымды білмейсіз ғой біріншіден. Өйтіп айтуға вообще хақыңыз жоқ деймін да. Менің не нәрсеге жұмсап жатқам, мен ол байыма, маған қызық емес ол, мен қасымда араласып жүрген адам ғой ол. Мен қаққа жұмсап жатсың, не істеп жатсың, давай бүйт, давай сөйт. Мен айта алмаймын ғой біреудің малығына иелік ете алмаймын ғой. Оны мен көріп жүрмін, бірақ олардың дұрыс нәрсеге жұмсап жатқанын да, дұрыс па? Бірақ мен айта алмаймын. Сол сияқты біз білмейміз ғой кімнің Алламен қарым-қатынасы қандай, кім не жұмсап жатыр Алла жолында. Ана туысқанына дұрысты көмектесе алмай жатыр ма? Туысқанның өзінде болуы мүмкін проблема. Бірдеңелерді бөліскен болуы мүмкін мысалға да. Артынан әңгіме ренжіген болуы мүмкін. Пенде ғой барлығы. Соңында келеді кім жаман? Көмектеспеген сен жаман боласың да. Бәрін істеп береді, анаған істеп бермейді дейді да. Көрдің бе? Бұл жерде бірнеше жағдай бар, Жасик. Бәрін істеледі де оған істемейді. Значит, проблема бар. Болуы мүмкін. Көрдің бе? Сондықтан да ана жақты да кінәлай алмайсың, мына жақты кінәлай алмайсың. Олар дөңгелеп жатқан болса, олардың ішінде өздерінің шустрилығымен болып жатқан шығар. Сен де істе. Сен де қимылда. Олар қимылдап жатқан нәрсе ақыр бірге жүрсің бе? Қимылда сен де. Істе, жағдайын жаса. Жасай алмадың ба? Әңгіме айтуға болмайды олай. Өйтіп бір целый ұжымның ауызбіршілігін құртуға апаратын әңгімелерді айтуға болмайды. Дұрыс. Жоқ, жаңағыдайда да бар, бағана бір не бар ғой. Ол шариғатымызда бар ма, жоқ па білмеймін, бағана естіп қалдым да. Жаңағы мысалға 7 ағайынды болса, 7 ағайынның ішінде біреуіне мал дүние береді екен, қалғандарының ол қағида емес, ондай жоқ қой. Дұрыс па? Сол қазір тренд болып жатыр екен еще. Осы сұрақтың қойылуына, осы нәрсені талқылауға себеп болып отқан TikTokта осы нәрсе сәл музыка қойып бір тренд болып та жатыр екен. Миллионерлер бар да, туған туыстары қайыр сұрап жүрген бар. Енді сонда ол шашу керек қой енді, не бойынша да, жаңағы сенің айтып отқан формулаң бойынша. Ол шашпайды, сонда не болды сонда? Жоқ, ондай емес, ол бақ біреуге ауып қонады, біреуге тауып қонады дейді қазақ айтады. Әдемі. Бұл жерде енді мынандай мәселе ғой, біз анау из крайности в крайность, бір шеттен екінші шетке. Бұл жерде мынандай мәселе бар да, Құдай біреуге байлық берсе, біреуге жақсы жағдай берсе, ол өзінің міндетін қай жағынан орындайды? Яғни күнделікті өзінің жаңа берілетін зекеті бар, сол зекетін береді, өзінің жақындарына көмектеседі, және де өзінің беретін жаңағындай садақасы бар, соларды істейді. Ары қарай одан тағы да бірдеңке істе деп, одан ешкім ештеңке сұралмайды. Сол істейтін шариғат оған мойнына жүктеген міндетті істесе, ол міндеттен құтылды.
Ал егер де ол жаңағы зекетін бермесе, садақасын бермесе, өзі тоқ, көршісі аш болса, иә, мысалға да аналар мен аралассам менен ақша сұрайды деп туған туысқандарынан баз кешсе. иә, баз кешсе, онда ол осы нәрсе үшін жауап береді. Осы нәрсе жоқ. Бірақ десе дағы енді жаңағындай алыстап кетуге болмайды. Енді көп болады ғой, барлығы общий бір той жасайын деп жатырық дегенде бүкілі бір туысқандар ортақ бір тыстайтын бар, иә, сондай бір ортақ дүниелерде бірігіп сөйтіп амалын жасап жүреді. Енді ол жаңағындай кішкене ақшасы бар болғаннан кейін енді адамдар бәрібір қызғаныш көзбен қарайды. Оған шыдайды. Ол адамдыққа не дейсің? Иә, оған шыдайды, оған сабыр қылады. Бірақ десе дағы мен өмірімде мынандай кісілерді білем. Аллаға шүкір, Алла тағала жағдай беріп, көмектесіп кетті. Достардың арасында сондай бір кіші. Енді екінші біреу сәл қиналып қалды. Сол кезде бір досы жаңағындай, бауырым қай жерден қиналып қаласың? Өмірде форс-мажорлар болады ғой. Шынымен жаңағындай мен бір кісіні білем, жұмысы жүрмей қалды шынымен. Өзі таптамаша жігіт. Бауырым не болып қалды? Жұмысы жүрмей қалды. Жұмыс жүрмей қалды, машинасын сатып жіберді. Бауырым не болып қалды? Жұмысым жүрмей жатыр, осылай машинамды сатып жіберемін. Бауырым ешқандай еңсең түсірме деді да. Алды да бір-екі жай. Бір адамдарға мынандай бүйтіп, Нұреке қараңыз, бүйтіп итеріп жіберсең, ары қарай қайттан жүріп кете береді да. Бір құлақ қалады, бүйтіп сәл бүйтіп тұрғызып жібересің да. Біреулерді итерсең де жүрмейді. Сол, міне көрдің ба? Міне сол ғой. Итерсең де жүрмейтін адамдар кейін сосын әңгіме айтады да. Көрдің ба? Біздің бойымыздағы сол мақсат сол итеріп жаңа жүретін адамдарды тауып, соларға көмектесіп, мына зекеттің мақсаты да негізі сол. Иә. Зекеттің мақсаты анау сұрап тұрады, берем, ол алып алады да, бітіп қалғаннан кейін қайтадан сұрайды. Олай емес. Зекеттің мақсаты адамды бүйтіп тұрғызып жіберіп, сен де бизнесмен бол. Сен де жұмыс жаса. Сен де мысалға да рас қой енді. Бір қиыншылықтары бар, бір қарыздары бар. Қарызға кіріп кеткен адамға зекет беруге болады, мысалы, қараңызшы. Қорадан шығарып алу үшін. Жолда қалып кеткен адамға, жолда қалып кетті ол. Уақытша бір жаңағы неге кіріп кетті жаңағындай. Енді оны фук деп шығарып не істейсің да, жаңағы еліне жетіп алады да, тірлігін жалғастырып жеткізіп жібер дейсің да, қарызынан шығарып жіберейін дейсің да, бүйтіп тұрғызып жібересің, ары қарай жұмысын істеп кете береді да. Міне осындай жағынан жақындағы бауырларыңды, жақындағы бір адамдарыңды көре білсең, альхамдулилля, нұр үстіне нұр деп ойлаймын. Ал енді сосын мынадай нәрсе, байқамай да қалу мүмкін ба? Мүмкін ғой. Мүмкін. Айтып жатырмын ғой, бағана айтып жатқанымыз ғой, пенделік қой. Сенде де бар, менде де бар, бұл кісіде де бар, бәрімізде пенделік бар. Байқамай қалу мүмкін ғой. Сол кезде қазақтың мынадай сөзі жәрдемге келеді бізге. Жыламаған балаға емшек жоқ деген. Айтсай жағдайыңды. Айтсай барда жағдайыңды айт. Ақыры сен досың ғой, ол араласып жүрген. Айт, менде осындай проблемалар болып жатыр, бауырым. Сенің ішіңдегі түйіп жүрген анау бықсып жатқан нәрсеңді бетіңе қарап кім оқиды? Соны айтамын. Оқи алмайсың ғой сен, білмейсің ғой. Елекең ішінде не отқанын мен білмеймін ғой, мысалға. Кейін айтады маған, Нұреке, осындай нәрселер болып жатыр, осындай жағдайлар, осындай проблема болды Елеке. Бісміллә, жиналамыз қазір, тарс бәріміз. Сен сияқты жігіт демегенде кім демейміз? Тарс. Не ол? Ана ұжымға не тұрады ол? Бір адамды қопарып жібере салады ғой. Бәрі бірінен жаңа не қылса да, бір күндік табыстар не қылса да, мысалға. Көрдің ба? Бұл жерде біраз нәрсе бар. Соны ашу. Енді қара, ашу. Олар түсінбей жатыр ма, сенің жағдайың білмей жатыр ма? Сен айтсай, барда ішінде бір лидер бар шығар енді. Айтса екен білмеймін ғой, бір басшы болады ғой любой жерде. Барда айтсай, бауыр ғой, мұсылман, ешкімге айтпай ғой, бірақ біздің семьяда осындай жағдайлар болып жатыр. Намазхан жігіттер. Намазхан болса, тем более ғой ол дейтін. Біледі ғой, мысалға да, бауырының сыртқа несін ашуға болмайтындығы, мысалға да, жекелеп келіп айтып тұр ма, болды, значит. Атын айтпа, тарс көмектесіп жібереміз. Бізге ең жақын адам осындай болып жатыр. Давай жігіттер, тарс болды. Көрдің ба? Мәселе бітті. Ал енді не болды мысалға да? Осы бықсыған әңгіме келіп мына жерде подкастта айтылып жатыр да. Ол елде біраз нәрсе салаларда болып жатыр. Жаңағыдай ғой, мені оқып ал дейді да. Мен қалай оқимын, мен сені оқимын ба, мен Абу-Лайс Самарқандиді оқимын ба, Имам Бұхаридің шархын оқимын ба, мен нені оқимын, мен қайсыңды оқимын мысалға да. Мыняққа қараймын, мыняққа қараймын. Кімді оқисың мысалға? Бәрі оқып ал, реніш, өкпе, жатып алған наз. Сондайға жатып алған. Сондай неге болып кеттік екен? Негізі дәметкіш қой халық. Өзімізде менталитет. Жабірейіл келіп айтқан жоқ па, алейхиссалам. Адам ғой, бұл ұлтқа байланысты нәрсе емес қой. Жоқ, ұлтқа байланысты нәрсе емес ол. Қаныңда бар нәрсе ғой. Анау адам атадан кеткен. Мұхаммед қалағаныңша өмір сүр, бәрібір өлесің дейді. Қалағаныңды жақсы көр, бәрібір
ажырайсың одан деді. Дұрыс па? Ая хадисте келді ғой. Иә. Және не деді? Біліп қой деді, мүминнің абыройы адамдардан сұрамауында дейді, тіленбеуінде дейді. Ал ұлылығы түнгі намазында дейді. Тіленбеу ол абырой дейсің ғой. Дәмелендің ба? Имам Ғазали айтады ғой. Біреудің арналып дәмелендің ба, біреуден бірдеңе сұрадың ба, алдың ба, болды, соған кішік болам деп ойлай бер, кішік болам деп ойлай бер дейді. Оның алдында әрқашанда не болып қаласың? Оныкі дұрыс емес болса да дұрыс деп айтасың дейді. Али радиаллаху анху айтады ғой. Сен кімнің шайын ішсең, соның әнін айтасың да, былайша айтқанда. Али радиаллаху анху не дейді? Саған сол қиын кезіңде жаңағыдай қарыз алдың или жаңа дәмелендің бірдеңе не қылдың ғой, сол адамыңдікі ақиқат болса да кейін көзің жұмуыңа тура келеді дейді. Адасушылық болса да дейді. Қате болса да қате болса да сенікі дұрыс деп айтасың, өйткені сен оның нанын жеп қойғансың дейді. Көрдің ба? Сондықтан тіленбеуге шақырамыз. Аллах тағала бізді тіленуден, біреуге мұқтаж болудан шақырамыз. Бірақ жаңағыдай ұжымда сен мені оқып алыңдар деп ренжіп жүруге болмайды. Иә. Барды айт жағдайды. Шынымен пендеміз ғой, бәріміздің басымызда қиыншылық бар. Ансарлар мен мұхажирлер Хунайн шайқасы күні бәріңіз білетін оқиға. Не деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Абу Суфиян, 100 түйе, балаң Мағауия ма? Баға балаңа 40 түйе. Кім ол? Мен қатты кетемін. Сафуан ибн Умайя, саған 100 түйе. Я Расулалла, тағы 100 түйе. Я Расулалла, тағы 100 түйе. Я Аллаң елшісі, мен жаман жек көретін, бүгін қатты жақсы көретін болды. Деді ма? Әңгіме не болды? Ар жағында ансарлықтар не деді? Көрдіңдер ма? Пайғамбар Меккені ашты, Хунайнда жеңді. Бір тышқақ лақ берген жоқ сендерге деді, ансарларға, мединалықтарға. Бәрін меккеліктерге беріп жатыр дейді, аңғара. Көрдің бе? Әңгіме бықсып жатыр ансарлықтардың ішінде. Бықсып жатыр. Пайғамбарымыздың тактикасы не? Ансарлықтардың барлығын жинаңдар дейді. Барлығын жинады, әңгімесі ол ұзақ әңгіме, енді ол ұзақ уағыз. Соңында не істеді? Шешіп алды ғой. Шешілді ғой әңгіме. Пайғамбарсың, ансарлықтарға айт, тиіш отырсын, мен өзім білем, пайғамбармын. Қалай бөлу керек екенін мен өзім білем десе де болады. Бірақ аналардың ішіндегі дерт қалып қояды ертең. Реніш қалып қояды пайғамбарға деген. Пайғамбар оны қалдырған жоқ, бірден шығарыңдар деді іштеріңдегі. Айттым, дұрыс деді. Мен қиналып келдім, жәрдем бердіңдер. Сахабаларым қиналып келді, жәрдем бердіңдер. Кедей болып келдік, бай болдық сендердің арқаларыңда. Қорғансыз едік, қорғанды болдық сендердің арқаларыңда, ей ансарлықтар. Бірақ деді, мыналар жаңадан исламды қабылдап жатыр деді. Бұлар бергенді алғанды жақсы көріп тұр деді. Сендер деді, бұлар үйлеріне түйелермен қойлармен қайтатын болса, сендер Алланың елшісімен қайтасыңдар деді. Соған разы емессіңдер ме деді. Мен қайтам сендермен деді. Ең ұлы байлық мен емеспін ба сендерге деді. Адамдар динар дирхамдарын, қойларын, түйелерін арқалап қайтып бара жатыр деді. Олар соған риза деді. Оларға әлі түсіндіру қиын деді. Сендер деді, мен сендермен кетпе, мен сендердің іштеріңде өлем деді. Егер мен пайғамбар болмағанымда, мен ансарлық болатын едім дейді. Сендер дос болғанмен мен дос боламын, сендер қас болғанмен мен өлгенше қас боламын дейді. Сөзінде тұрды пайғамбарым, солардың ішінде өлді ансарлықтардың. Аят түсетін сол кезде ма? Аят кейіннен түседі. Пайғамбарымыз бықсып атқан нәрсе не істеді? Ансарлықтар ағылда тегіл жылады. Бар ғой, қисса оқиға бар ғой, Хунайн шайқасында. Ағылда тегіл. Алла және оның елшісіне кеңшілік соныкі деді тек. Аль-фадлу лиллахи ва ли расулихи. Аллаға және оның елшісіне тек кеңшілік солардікі. Біз қателестік, я Расулалла деді. Міне, болды. Шығарып тастады, рахат. Енді пайғамбарды алып Мәдинаға қарай қайтып барады. Рахат дейсіз. Маң басқан шудаларын деген сияқты ғой, ол жерде. Шудаларын. Жаттап едік қой, жаттадық осыны. Мектепте. Сол үшін жаңа екі жақты қарау керек деп жатқам сол ғой. Бір ана Абиданы алып, мына жақтың барлығын жамандап тастап, ақиқат бір жақта болып, көпшілік тарап адасушылықта болу бұл үмметтің қағидасына қарсы да. Түсінгенім, шешімі ашық, анық сөйлесу керек. Иә. Сосын мынандай да нәрсе бар да, енді бұл біреудің нәпсісіне ауыр тиіп кететін шығар. Бірақ мына ғалымдар айтады, тәзкияту нәпс, нәпсіні тазарту біліммен айналысатын ғалымдар айтады, негізі ренжи беру дейді. Ол негізі тәкаппарлықтан дейді. Иә, ол да бар. Сен неге ренжисің? Өйткені саған мән беру керек, сен көңіліңді аулау керек, саған
жаңағындай внимание бөлу керек. Сен кімсің? Жаңағы жүректі тазартатын адамдар сен кімсің дейді. Біріншіден. Сол үшін екіншіден Құдай саған бір бәле міндетті ме дейді. Еш нәрсе міндетті емес. Құдай ешкімге еш нәрсе беруге міндетті емес. Мынау Құдай сақтасын Муатазилия деген адасушы топ болған. Бұлар есептейтін, Құдай бізді жаратты ма? Құдай бізді тура жолға салу керек. Құдай жаңағындай беру керек. Құдай істеу керек. Деп Құдайға көп нәрсені міндеттейді. Құдайға біз ешнәрсе міндеттемейміз. Құдай ол керісінше бізге міндеттейді, бізге жүктейді, бізден сұрайды. Бірақ ол ешнәрсені өзіне жүктемейді, ол ешнәрседен сұралмайды, бітті да. Ол ешнәрседен сұралмайды. Осы нәрселерді біз жаңағы білуіміз керек та. Сол үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жақсы бір сөзі бар осыған байланысты. Уаман ястағни юғнихилла деді. Міне Бұхарида келеді. Кім өзін мұқтажсыздық, мен мұқтажсызбын, ешкімге мұқтаж емес, Алладан басқа ешкімге мұқтаж емеспін деп әрекет жасайтын болса, яғни ешкімнен ешнәрсе сұрамаса, дәметпесе, қол созбаса, Алла өзі оны шынымен де мұқтажсыз қылып қояды дейді. Алып шығады дейсіз. Кім мұқтажсыз болуға тырысса, кім мұқтажсыздықты талап етсе, Құдай оған сол мұқтажсыздықты береді дейді. Сондай адамға нәсіп болды. Сол үшін осыны оқып жатқан кезімде имам Ибн Раджаб аль-Хамбалидің жаңағы несі бар да, кітабында айтады да, сахабалар дейді, анау дейді, аттың үстінде отырған кезде дейді, жерге қамшысы түсіп қалса дейді, біреуге алып бер деп айтпайтын дейді. Түседі дейді, өзі алады дейді. Сондай ешкімге мынандай нәрсе ғой, бір нәрсеге өзінің әлі жетіп тұрса, біреу жұмсамайды. Таты сондай мұқтажсыз болайыншы. Құдай мені ешкімге мұқтаж қылмашы деген әңгіме осыдан басталды. Біз үйге келгеннен кейін ана пульт тақып жіберші, нәскиім шешіп жіберші, тамақ дайындап жіберші, ананы істеп жіберші, бүкіліне жүктеп қоямыз да, бүйтіп қойып жатамыз да. Сен сондай өмірді таңдадың ба? Құдай саған сондай қызметкерлерге мұқтаж етіп қояды ертең. Сен оған ренжіме. Сол үшін дейді, өзің бірден кейін істей аласың ба? Мен тамақ істей аламын, бірақ бұл жағы қалай болып кетті? Қалай болсын да. Жоқ, бұл жерде андай. Үйдегі взаимопонимание, жұбайың өзі түсінеді, балаларың өзі түсініп әкеп жатса, сондайға тәрбиелеу ғой бұл жердегі мақсат. Бірақ деп жаңағы келіп жаңағы осындай мәселе ғой оның барлығы. Сол үшін Алла тағала бізді ешкімге мұқтаж етпесін. Амин. Оның артында бір нәрсе бар. Алла разы болсын. Болды. Уақытымызда бір шама жерге таяп қалды. Сондықтан бір тақырып қалды, сонымен қорытындылайық, Тағы бір тақырып бар ма? Сол. Енді бұл да актуальны болып тұр қазір. Бірақ енді ол тақырыпты айтпас бұрын, құрметті көрермен, жаңағы мына каналға жазылу керек екен ғой. Ол каналға жазған, мына жасап жатқан еңбектің көп адамға көруге себепкер болады екен. Лайк басу керек екен, комментарий жазу керек екен. Енді сізге болады шығар деп, көбірек болады шығар деп, енді ұстазға да болып жатыр, бірақ енді сізге болады. Сондықтан еңбегімізді елеп, бағалап, көбірек таратуға тырысыңыздар. Не дейді? Естімей қалдым. Кейінірек тыңдап алады. Пайда зиян Алладан деп жатыр да. Енді мына тақырып жалпы қазір сондай болып кетті, енді білмеймін неге ондай болып кеткен, әлде экономикамыз сондай болып кетті ма? Жігіттер қарыз алады. Баға жылқының атауынан деген шығып кетті бұл ше. Қарыз алады, қарызды қайтармайды. Бірақ намазхан жігіттер кәсіп істейді, білмеймін енді, ана қарыздың қайтармаудың несі зардабын әлі естімеген ба, әлі білмеген ба? Қазір сондай кәсіпкерлердің арасында қазір сондай бір не болып кетіп тұр ше, шамалы ше. Қарыз алып бермей қалып жатыр ше. Өзімізде кәсіп істеп жүрміз, жанымызда кәсіп істеп жүрген жігіттер бар, солардың бір несі мынау не болып кетті деп ше. Сосын мен байқағаным, қарыз алып қарыз беруде бұл енді жауапкершілік қой. Сенің көп ағаларымыз бар да, кәсіпкер ше, жандарына бір достойный жігіттер дейді ғой, яғни жауапкершілігі бар жігіттерді ертіп, солармен бір мәміле жасап, солармен бір тіршілік жасап жұмыс істегісі келеді да. Бірақ бәрінің сыналып қалатын жаңағыдай. Келеді жанына, бір нәрсені сеніп тапсырады, ол болды, істеймін дейді, қайтарам дейді, бүйтемін дейді, жоғы кетеді. Қазір сондайға мұқтаж болып қалып тұр да адамдар ше. Қара жайсың. Қате қай жерден кетіп жатыр, қара. Өздерінен кетіп жатыр қате. Аятта не деп жатыр Алла тағала? Жолдас балаң болса жазба деп жатыр ма? Араларында қарыз берсеңдер не істеңдер деп жатыр? Жазыңдар, және оларға
куәлерді алып келіңдер деп жатыр. Яғни нотариально сделайте деп жатыр. Көрдің ба? Қате кімде енді? Құранға амал қылмаған сенде менде қате. Кейін опық жегеннен кейін барып қарыздың ақысы туралы айтшы осы бізге. Қарыз алудың әдебі туралы деген әңгімені қою керек ол. Басында кетті, қате болды. Мынандай бар да, бұл жерде Нұреке мынандай әңгіме бар. Бір жігіт айтады да, мен айттым дейді да, давай мен саған беремін қарызға ақша, нотариально куәгермен істейміз десек, бүйтіп айтады дейді да, сен сонда мен қайтармайды деп ойлайсың ба? Иә, ойлаймын, болды. дейді да, Ақша. солай мен айтамын да, осы кезде сен жауап берсейші деймін да, сен що қайтаратыныңа күмәнданып отырсың ба не? Мен айтамын ше, естімейді, сен қайтаратыныңа күмәнданып отырсың ба не? В чем проблема? Ақшамен. Просто екеуміз Құранға амал жасай салайық да. Иә, болды. Ақшамен мәмілеге жазу керек екен келгенде, ғой, иә. ақшамен мәмілеге келгенде сауда туралы, тақуалық туралы жаз деген кезде неге саудан жазып отыр? Ақшамен мәмілеге келгенде адамдардың шынайы бетпердесін көресің кәдімгідей. Көрдің ба? Алыс беріс мәселесінде не болады? Бетперделер ашылады адамдар. Қарыз, тем более қарыз мәселесінде. Сол үшін барлығы не істеліну керек? Сені ол нотариуске жаздырдың деп ренжігеніне ол кейін келіп кешірім сұрайды. Сен екеуіңнің кейін қырылысып кетіп, бір-біріңе бермей кеткеніңнен нотариуспен жазылып ренжігені қайырлы саған. Анадан көрмей кетесің, мен саған айтайын. Болды, ондай жағдайлар басымызда болды. Жоқ, міне ана бауырымыз. Бұл жерде Мысалға да, көрдің бе? мынандай адамдар Сол кезде сондай келісім болғанда ше, ондай болмайтын еді. Мейлі келістік деп ренжіп қалар, бірақ мен онымен осы күнге дейін араласатын едім да. Қаншама достарымыздан жоқ қазір. Көрдің бе? бұл жерде мынандай бір екі тарап бар. Біріншісі мына тарапты айтайықшы. Қарызы, мынау ақшасы бар бола тұра бермейтіндер бар. Ондайлар да бар ғой, айтпақшы. Енді қазір соны айтайын. Ең бірінші, мысалы, ақшаң бар, жағдайың келіп тұр, бірақ бермейсің. Бұндай адамдарға қатысты Расулалла саллаллаху алейхи уассалам өте қатты ескертулері бар. Кімде-кім қарызды қайтаруға мүмкіншілігі бар бола тұра қайтармаса, оған күнде күнәһар деп күнде жазылып тұрады дейді. Өйткені сен жағдайың бар, сен қайтармай жатсың да. Екінші мәселе, өте қатты ескерту. Қазір біреулер бұны бәрібір айту керек деп ойлаймын мен. Өйткені Бұхарида келетін бұл риуаят айтты. Кімнің қарызы бар дейді, қарызы бар. Бар болып тұрып, бірақ ол садақа беріп жүрсе дейді, садақасы қабыл емес дейді. Сен не істеп жүрсің, сен қарыз қайтармай? Сен мына жақта садақа беріп шашылып жүргенің не? Осы кезде, мынандай бір тонкость қосып жіберейін, қалай таза садақадан тыйып қоймаймыз? Мысалы, сен біреуге миллион қарызсың. Бірақ сенің қалтаңда 50 мың теңге ғана бар. Енді сен миллионды қайтара алмайсың ғой. Сенің әлбетте сол 50 мың теңгенен кішігірім садақа беруіңе болады. Бірақ егер де сенде миллион ақша болып тұр, ол осы хадис осы үшін айтылып жатыр. Сенде миллион ақша бар, и сен соны дәл миллион қарызың бар, сен қарыз қайтарудың орнына садақаны таңдасаң, вот сол кезде болмайды да. Вот осы кезде болмайды ол. Осы кезде қабыл емес деп айтылатын сөз Расулалланың ескертуі осы жерде жүріп жатыр да. Одан кейін қарызға байланысты не? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалама бұл мәселені өте қатты насихат, өте қатты қарыз болмаңдар деп айтатын сонша, қарызы бар адамдардың жаназасын шығаруға пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не істейтін? Кейбір кезде өздерін шығара беріңдер деп айтатын. Өздерін шығара берін. Бірге уақыттары біреу қайтыс болып, Расулалла қарызы бар ма десе, онда мен жаназаны шығармаймын деп айтты. Сол кезде артта тұрды да, шатаспасам, Саад ибн Аби Уақас болса керек, я Расулалла, ол адамның қарызын мен өзім мойныма алайын, мен жауабын деп айтты дейді. Ал жабасың ғой деп айтты. Иә, ендеше мен қазір барып не істеймін? Қазір жаназа оқимыз дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаназаны оқиды. Келесі күні Саадты көріп қалады, айтады, не істедің дейді. Кеше қарыз десе. Сол кеше жаназадан кейін жабам деп жүріп, сәл кешіктіріп, бүгін жаптым деп айтты. Сол кезде пайғамбарымыз, денесі онда бүгін ғана суыған екен ғой деп айтты дейді. Кешеден бері отта болды да. Кешеден бері азапталып атты деген әңгіме ғой ол. Сұралып атты, әйтеуір бір қиналып атты деген әңгіме де ол. Алдың ба? Жағдайың бар ма? Қайтар. Жағдайың бар ма? Қайтар. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басында ескертеді да. Басында ескертеді. Кімде-кім мынандай сөзі бар. Алып атқан кезде дейді ғой. Алып атқан кезде дейді, мынандай ниет болу керек екен ғой. Қайтарам деген ниет болса, Алла ол үшін қайтарады деп тұр ғой. Алла жәрдемдеседі.
әңгіме жоқ. Ал егер де пайғамбар бірақ бүйтіп айтады, ал кімде кім алып жатып қайтармайын ішінде деген ниет ниет бар болса ғой дейді. қайтармаймын деген. Қайтармай қойсам екен Иә, деп онда жоқ ол уже қадайым деген ниетпен тұр ғой. Қадайым деген ниетпен. кешіріп жіберсе ше деп. Сондай ниеттер бар ғой енді. Иә. Қайтарам дегеннен басқа ниеттердің барлығы міне жауабын қарасай. Пайғамбар сол хадисінде кімде кім ол алып жатып қайтармаймын деген ниетпен алса, ол ұрлықшы дейді. Кімде кім мынау біреумен неке қиып жатып дейді, уақытша ғана десе, ол зинақор дейді. Кішкене тастап жіберем десе, мысалға да уақытша ғана неке, ол зинақор. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ескертуі. Осындай ауыр хадистер келіп жатыр да, сол үшін бұл бір тарап. Енді екінші тарапта бар екен да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалама мынандай хадисі бар да, Алла рахымына мына бір адамдарды алсын дейді да, идештара идеқтада деп келетін хадистер бар. Мысалға идебаа дейді. Ол хадис нені білдіреді? Міне Алла рахымын алсын. Кімді? Сауда сатып жатқан адамды, сауда сатушыны және де қарыз берушіні, егер де олар өздерінің істерінде жұмсақтық танытса дейді. Мысалы қарай, мен сатып алушымын да, сатып алушының жұмсақтығы не болады? Ананы жылатпай етсірсейше, машина болады ғой біреу 5 миллионға сатып атқан машинасын өкіртіп, анасын айтып, жылатып тұрып миллионға сатып алып кететіндер. Қатты деген, 5 миллион. Ал имам Абу Ханифаны білесіз ғой, бір әйел келіп бір матаны тұр, осында ма деген кезде, одан да қымбат тұрады ғой, мен одан да көп ақша берейін деп айтады ғой. Ана әйел мысалы өзі арзанға бағалап отырды өзінің матасын. Имам Абу Ханифа айтып отыр, жоқ, анда матаң сен қымбат тұрады, шынайы ақысын берейін деп, ана ақысын беріп жатыр. Жаңа шансты пайдаланып қарау. Ол жұмсақтық емес та. Екі тараптар аз болу керек қой. Иә, бұл сатушының жұмсақтығы. Егер сатушы жұмсақтық танытса, жаңағы түсірмей, жарайды, сен де қажет болғаннан, мұқтаж болғаннан сатып жатсың ғой. Қайбір жөн сатып жатыр дейсің деп, өзің жұмсақтық танытсаң, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұғасына ілігіп кетесің. Ол дұға ашықта, қиямет күніне дейін ашық. Кіріп кете береді. Кім мына амалды істейді, кіріп кете береді. Сайлап, сауда жасап, жәннатқа кіріп кетуге болады ғой. Еще ол пайғамбарлармен, шыншылдармен, шахидтермен бірге болады. Сол сатып алушы. Енді сатушының жұмсақтығы қандай? Сол кішкене болсын скидкасын жасап беру. Сейл дей ма қазір? Не ғой жаңа мәміле жасау ғой. Взаимопонимание да. Взаимопонимание. Егер де сен мынандай ниетпен бігесең, берген бағасына алам деп. А мынау тұрып арзан ғой, алып қалсаңдаршы деп отырмыз. Мен айтып дейін Жесик. Ал беріп жатқан келген адам берген бағасына алам деген ниетпен келсе, ал сатушы адам кішкене түсіріп берем деген ниетпен, екеуі де кіріп кетеді да. Екеуі де Алланың рахымына кіріп кетеді да. Сол үшін сатушының жеңілдігіне, жаңағындай жеңілдігі бұл кішкене скидка жасап беру, сәл болсын скидкасын түсіріп бере ме, бұл оның жеңілдігі. Ал енді жаңағы қарыз беруші адамның жеңілдігіне, оған оның әдебі бар, жаңағы қатты сөйлемеу, жекмеу, оған жаңағындай шектен шығатын сөздерді айтпай, оған оның жеңілдігіне отсрочка беру, оған немесе кешіріп жіберу. Сөйтіп алынған затта сосын береке болады, мен неден айтайын, мына машина алады ғой, екі жақта тарап кезігіп ше, сосын машинаны бір мініп жүреді, бір шама уақыттан көріп қаласың ғой, әлі жүреді, Аллаға шүкір маған әлі дым салған жоқпын дейді ғой. Сол емес пе береке? Берекет деген сол. Берекет деген сол. Көп пайдалану. Алла разы болсын. Көп рахмет. Осы кезде мынандай бір нүкте бар да, тағы бір нүкте бар. Мощный нүкте бар. Айтайын ба қандай нүкте? Мен өзім кеңес етіп айтамын. Всегда кеңес етіп айтамын. Біреуге қарыз берген кезде өзіңнің жүрегін көтере алатын сумманы ғана бер. Кейін қия салатын, кешіре салатын. Кешіруге шаман келетін да. Ал егер де мысалы мен миллионды кешіре алам, бірақ 5 миллионға келген кезде кішкене жүрегім шаншиды дейтін болса, онда оны берме. Артынша хайвай шығарып, ұрыс, УВД, заявление апаратын болсаң, онда барма ол шаруаға. Аз бер маған, ема? Тағы бір нәрсе бар енді мына жерде. Адамдардың ақысы Алланың ақысынан алдын өтеленеді негізі. Осындай нәрсе бар екен. Оны өткенде мен Ербосын ұстаздан естідім, жаңа инвестицияға мынау деген сабақ беріп жатыр ғой. Сол кезде айтып жатыр да. Мына қарыз бірінші өтелену керек дейді да. Көрдің ба? Өйткені қиямет күні
алламен болатын есеп бар, ол бөлек, және адамдармен болатын есеп бар, адамдардың ақысы. Сол кезде муфлистер келеді, білесің, муфлистер. Яғни дүниеде ақысын жегендер, желінгендер бір-бірімен келеді. Сол кезде саған қарыз алып сенен бермей кеткендер бар ғой. Саған сауабын әкеп береді өзінің сол мөлшердегі, және сол мөлшердегі сенің күнәңді өзінің үстіне жүктеп алады. Өзінікі и так тынып тұрған адам одан сайын тағы не істейді? Біреудікін жүктейді. Ол дүниеде қатырдым деп жатыр ғой енді қазір. Бірақ Алланың есебінен ешкім құтылып кете алмайды ғой. Барлығы жазулы ғой. Мына жақта жазылып жатыр, кім-кімнен қарыз алып жатыр, кім-кімнен не істеп жатыр. Сондықтан қызықтың көкесі қиямет күні болайын деп тұр ғой. Анау қарызға жата ма? Атап қояды да мысалға. Сосын бермей қалатындар ғой. Вообще уәжіп деп қатты. Сөзде тұрмау. Негізі қалай болады? Шын айтыңыздаршы, мысалға енді бір сияпатым деп атайды да мысалға. Сосын жоқ болып кетеді. Соны түсіне алмай жатыр ғой өзіміз. Шариғи тұрғыдан. Шариғи ма? Шариғи тұрғыдан. Берем деп айтып тұр, бермей қойса сөзде тұрмау болып есептеледі. Уәде ғой. Ол мынадай жәсек. Қарыз болмайды да, бірақ сөзде тұрмау. Бұл жерде мынандай екінші мәселе бар. Бұл жерде мұнафықтық сипат деген қасиет бар. Уже пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Хадаса кәзиба. Сөйлесе өтірік айтады. Ида утумина хана, аманат етсең қиянат қылады, және уайда ваада ахлафа. Уәде береді, уәдесіне қарсы шығады дейді. Мұнафықтың сипаты үшеу ма? Енді қара, осы жерде шарқын қарасаң не деп айтады? Ол атап атқан кезде, яғни уәде беріп атқан кезде ішінен бермеймін, просто әшейін далбасалап атқан ғой десе, онда ол мұнафық болады дейді. Алла кешірсін. Бірақ берем деп атап айтып алды да, бірақ бере алмай қалды. Шамасы жоқ. Жетпей қалды. Ол онда оған кірмейді дейді ол формула. Машалла. Көрдің бе? Сондықтан ондай нәрседе абайла. Ата алмайсың ба, эмоциямен атпа да өйтіп. Солай айтамын. Істей алмайсың ба, көтере алмайтын шоқпарды беліңе байлап алып, босқа бізді дәмелендіріп мысалға да, ондай болмайды да. Мен ерунда мына кісіні айтшы, үй берем деп айта берді. Менікі жылқылар ғой дер, жылқы, анау мынау жеңіл-желпі жигули бірдеңе. Мына кісіге болып алды, субханалла. Алла разы болсын. Сол үшін, иә. Енді қарыздың біз түсіпті болған шығар деп ойлаймын. Бәрі хайыр. Көп рахмет. Не, уақыт не істеп қалды? Сіз деп сөйлеп отырмын, байқап отырсыз ба? Шыққасын басында сөйлесеміз. Келіп тұр шақырған кезде. Уақыт тауып. Көрдің бе? Әдем болды. Подкаст болды. Қиналған жоқсың. Керемет болды. Өзің жауап бергің келген, айтқың келген дүниеде айттың. Бағана бір сұрағыңа жауап берілмей қалды сенің. Қандай сұрақ? Қарызды бермесе ше дейді. Бар болып тұр, бермесе ше дейді. Мынадай нәрсе бар. Ерекең оның бір жағын айтты да, екінші жағы бар, иә, Ереке. Бермесе жаңағы күнәһар болады. Бар жағдай бар, бірақ бермейді. Кейбір жағдай бар, бермейтін адамдарды түсінуге болады екен. Неге? Олар беріп шаршаған екен ғой. Көрдің ба? Мен саған берем да, міне албанда кеттің, мен бір ұрындым. Ерекең кеп сұрады, қайтарам дейді, берген жоқ. Азиз кеп сұрады, берген жоқ. Санат. Соңында мен не істеймін? Бүйтіп қарыз беріп сауапқа батқанымша, мен одан садақа беріп сауап істейін деп. Кейбір адамдар бар, қарыз бермеймін, бауырым ренжиме. Аузы күйе бергенде қайта-қайта. Мен бере алмаймын қарыз, бауырым. Сен отношениемен құртқың келмейді. Сенімен осылай байланыста болғым келеді. Сондықтан менен қарыз сұрама, менен ақша туралы мәселемен сөйлеспей қой, басқа нәрсемен сөйлесе береміз деген нәрселер болады. Көп рахмет. Жолыққанша каналға жазылуға, лайк басуға, таратуға ұмытпаймыз, құрметті бауырлар, достар. Бұл біз үшін үлкен нәрсе, біздің еңбегіміздің еленгені, бағаланғаны, ол бізге ары қарай дамуға, жұмыс істеуге шабыт береді.